ана ешкі екі аяқта тұр дейді ғой уже бүйтіп. Маған қарады да, сен мені ешкі деп тұрсың ба дегенде жоқ болып кеткен ана жерде. Қолы адам қолы емес дейді. Оның қолы андай жүн, иттің лапы бар ғой иттің. Сол сияқты жүн дейді. Короче, ана ұстаған кезде келіп маған сен одаренныйсың деп айтып бастады маған. Итті ұста, мысықты ұста, соң етін жібер деп айтқан екен. Түнше көгеріп, түк на месте өліп кеткен ғой. Құлағына сыбырлаған ғой жындар. Орал, либо балаңды өлтіремін деп айтқан ғой дәл қазір. Ояқ қарсам мына жерімде біреу жатыр. Үстіне аппақ бірден киіп алған, шашы ұзын бетіне жауып тастаған. Тез жүреді дейді еще. Келіп түртіп кетеді да сразу қашып кетеді. Ей дегенде бүйтіп тұрып қараса, төрт нәрсе адам тәріздес, құйрықтары бар, короче, үстінің бәрі жүн. Біз кроваттың үстінде бүрісіп жатырық дейді. Қызымды бүйтіп жатырмын, оянбайды, олар жауып кірген есікті. Шықса есік ашық тұр, короче. Андай болады ғой, бүйтіп стенадан бүйтіп басын шығарып қарап тұрады ғой. Диван жақтан қап-қара бір ұзын бірдеңе көтеріледі былай. Бас потолоктан бүйтіп барып бүйтіп маған қарап тұрады, короче. Өліп қалған адамның қолы сұп-сұр терістері түсіп қалған. Мама деп жата берген ғой. Мен дауысым қатты шығарып айқайлап, әлі жоқ менде вообще. Аппақ матаға оралған, басын бүйтіп ашып қойған, басын түйіп ұстаған. Менің тура братанның үстіне жатып алған, короче, бүйтіп. Аузы дәу енді ананша бүйтіп езуі мінерге дейін жетіп тұр ғой, күліп тұр да маған жымиып деп тұр. If the monkey moves away from She's dead. She's dead. what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? I think I'm gonna break. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? Let's see what happens. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін әрине Еркін Сөйле подкаст каналы. Білем, көптен бері күттіңіздер. Бүгін бізде қонақта Олжас бауырымыз, өзің таныстырып өтсең. Менің есімім Олжас болады. Мен деген музыкальный продюсермін, артистермен жұмыс жасаймын. Жаңағыдай битін, минусын жасап беремін. Всегда олар үстінен сөз жазып, өз өлеңдерін шығарады, получается. Біздің жұмысым сондай. Енді Олжас бауырымыз таныстырдық. Енді өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар, қазір біздің жанымызда біреу жетіспей тұр. Ағабек бауырымыз. Ол Ағабек бауырымыздың келмеген өзінің себебі бар. Уважительная причина, яғни денсаулығы сыр беріп, денсаулық бойынша қазір подкастта қатыспай отыр. Бірақ келесі подкастта міндетті түрде біздің жанымызда отыратын болады. Сондықтан күтіңіздер. Қазір бізде сол үшін, яғни Ағабектің орнын толтыру үшін біз өте бір керемет оқиғалар дайындап келдік. Бұйырса қазір подкастымызды бастаймыз. Енді қазір барлықтарыңыз ойлап отқан шығарсыздар, ортада айналып тұрған сундук не деген сияқты, нені білдіреді. Енді бұл сундуктың ішінде, қораптың ішінде бізде көрермендеріміздің неше түрлі жазған оқиғалары бар. Ең үздік оқиғалар осы сундуктың ішінде, қораптың ішінде жатыр. Біз соны міндетті түрде подкасттың соңында финал, как десерт ретінде сіздерге былай оқып беретін боламыз. Бірақ енді кәдімгідей бүйтіп алып оқымаймыз. Ішінде типа жатыр. И экранға кәне монтажына былай шығатын болады ғой, если что. Ал енді міндетті түрде біз әрине өзіміздің шығарылымда бірінші оқиғаны бізде кім айтады, біз айтпаймыз. Яғни біздің бірінші қонағымыз айтады, дұрыс па? Енді Олжас бауырымыз өзінің бір қорқынышты оқиғасын баяндап берсін. Тыңдайық. Так, бірінші мен оқиғам ол кішкентай кезімде болған, 3 жасымда. Ол кезде біз деген жаңа үйге көшіп барамыз, ата-анаммен полностью. Одан кейін сол үйде уже бір аптадай тұрамыз. Одан кейін уже бірдеңелер көріне бастайды. Түсініксіз, енді көлеңке дегенде жаңағыдай. Бір кездер біз деген ата-анам және мен ағам үшеуміз өте толықтау неде жатамыз. Главный спальныйда полный бірге жатамыз. Олардың өз бірге жататын төсегі бар, тура жанында біз ағам екеуміздің төсек бар. И төбемізде тура терезе бар. Сол кезде мен бірінші бастырылдым өмірімде. Қалай болды дегенде, сол түнде уже мен оян кетем бірдеңкеден. Өзім білмей қалам ғой, бір түртема бірдеңке оятады мен. Ояқ қарсам мына жерімде біреу жатыр. Отыр, то есть. И бүйтіп қылқындырып алған мен. Ол кім деп қарасам, үстіне аппақ бірден киіп алған, шашы ұзын бетіне жауып тастаған. И тура мойынды былай қылқындырып отыр ғой, короче. Мен полностью. Сенің үстіңе кәдімгідей аяғын жіберіп отырып алған. Иә, аяғын көрген жоқ, мына жерде отыр кәдімгідей салмақпен. И мойынды қысып қылқындырып отыр. Мен деген түн шығып уже талайын дегендей болған кезде мамам жүгіріп басып етті оятады ғой. И мен сол жерде жылап жүремін кішкентай кезімде. И типа сұраймын ғой, не болды, бірде көрдім деп мамамнан сұрасам, мамам айтады, түсің деді да ұйықтатып тастайды ары қарай. Бірінші историям осындай. Кішкентай кезде ол кішігірім
Одан кейін екінші история, ол кіммен айтайын. Менің армиядағы бірге әскери қызмет атқарған палчаным бар. Сол айтып берген бір оқиғасы бар. Ол, кішкентай кезінде тоже, сол 8-9 оқыған кезінде дос баласымен күнде үйіне бір-бірінің үйіне қонып жүрген кезде, жаңа дос баласы үйіне қонуға барған кезде менің палчаным. Дос баласы айтады екен, түнде қорықпа дейді екен. Түнде біреу жүреді деген. Сонда ескертіп отыр ма дос баласы? Үйіне келген кезде, бірінші рет келген кезде ескертіп жатыр да, қорықпа, түнде біреу жүреді, сен уайымдама, ұйықтай бер деген. Ал менің палчаным қызығып не істеген ғой? Көрем түнде, обязательно көремін де ұйықтамай қойған. И залға жатқан ол, ал дос баласы өзі комнатасында жатқан кезде түнде бүйтіп қарап жатса, үйдің төбесі бар ғой, бұрыштан бірдеңке бүйтіп шығады да жерге түседі екен. Сондай. Комнатаның бұрышынан ба? Жоғарғы бұрышынан түседі екен, былай қарай, төменге қарай. Анаған келіп түртіп ұрады екен, сондай бар. Каждый түн сондай. Каждый түн емес, сол бала қонған кезде сондай болған кәдімгідей. Анау баланың досы болған айтады, келген кезде, қонақ келген кезде особенно болады дейді. Бір сөзбен айтқанда, домовый дейді ғой, солар шығар мүмкін. Домовый сияқты бірдеңе болып тұр ғой. Сонда андай былай үйге адам қонақ келеді, сонда бүйтіп жатқан кезде бұрыштан секіріп түседі екен жерге кәдімгідей. Мәс. Еще анау үлкен де емес, кішкентай емес, бұл орташа бойлы дейді. И денесі андай түсініксіз бір түрлі дейді. Адам сияқты қатты ұқсамайды дейді. Тез жүреді дейді еще. Келіп түртіп кетеді да, сразу қашып кетеді дейді. Ана дос балам соны көрген кезде сразу айғайлаған ғой. Дос баласының атын шақырып жаңағыдай. Сол кезде дос баласы кәдімгі айтқан ғой, айттым ғой, қорықпай ұйықта деп сондай болған. Үйінде мамасы өзі әкесі тұрады, үшеуі ғана, мен жеңгем. Үйленбей тұрып қой мен ағама. Үйінде тұрған кезде қонақ келсе всегда бір түрлі явление болады екен тоже. Қонақ келсе именно. Мамасы, қонақ келген кезде жаңағыдай қонақ келсе үйіне мамасы өзінің төсегіне жатқызбайды екен ешкімді. Өйткені жаңағыдай төсегіме жатса, келесі күні мамасы қайтадан өз төсегіне жатады қонақ жоқ кезде. Сол кезде мамасын қақындырады екен обязательно. Типа мамасының төсегіне біреу жатып қояды, и мамасы қайтадан төсегіне жатқанда мамасын біреу қылқындырады. Иә. Қалай болды десе, жаңағыдай үйіне қонақ келген кезде мамасы сразу айтады екен ғой, мен төсегіме үй қонушы болмаңдар деп. Сол кезде бір жағдайда бір қонақ мамасының төсегіне жатқызсапты орын болмағаннан кейін. Содан кейін барып келесі күні өзі ұйықтайды мамасы, басқа қонақ жоқ кезде. Сол кезде жаңағыдай қылқындырады екен обязательно. Именно сол төсегіне жатса. Неге қылқындырады? Жын деді ғой, домовой деді бір сөзбен. Сондай бірдеңе үстіне шығып қылқындырады тоже. Қылқындырады обязательно. Егер төсегіне біреу жатса, обязательно ашуланады дейді, сондай. Үйіне жаңағыдай қонақ келеді, любой келеді, сол кезде сразу айтады екен ғой мамасы, ешкім жатпасын мен төсегіме. Бізден кешке қарай всегда мини-поляда мектептің жанында футбол ойнаймыз балалармен. Кеш батқаннан кейін бәрі қайтады, әркім өз қайтқысы келгендер ерте қайтады, біреулер кеш қайтады. Мен ерте қайтып кетемін. Сосын 3-4 бала қалады. Олар сосын соқта телефон қарап отырып, әңгіме айтып отырады менің дос балаларым. И бір кездер мен деген сол жаңағыдай 3 әріптелердің бәрін ізденген адамым ғой. Сол кезде маған айтады да, келесі күні мынандай болды деп. Сол кезде олар жаңағыдай футбол ойнап, сосын скамейкадан отырып, әңгіме айтып, уже қайтып баратса, біреу отқан екен скамейкада, екінші жағында. Аналар бүйтіп таныс біреу шығар деп жақындап барса, анау бір адам отқан, қолын берген ғой амандасуға. Қолын ұстаса, қолы адам қолы емес дейді. Оның қолы андай жүн, иттің лапы бар ғой иттің, сол сияқты жүн дейді. Ұстаған кезде, тура амандас ұстаған кезде аналар айғайлап, қаш деп айғайлаған ғой. Сразу бәрі қашқан сразу. Қолын бергенде иттің қолы сияқты жүн. Бір түрлі жүн, иә. Адам қолына ұқсамайды дейді мүлдем. Түнде. Футбол ойнап, уже балалар қайтатын кезде. Бұл не деп сұрайды ғой мен айттым, енді обычно 3 әріптеден бұл. Көзге олар деген біріншіден адамды қорқыту үшін көлеңкі жаңағыдай көрсетеді. Одан қорықпаса адам звуктармен қорқытады. Одан да адам қорықпаса уже кәдімгідей кейіпке адамның кейпіне еліп, либо бір жануардың кейпіне еніп, обязательно 3-ші рет қорқытады. Сөйтеді олар. Сол кезде аналар соған ұшыраған ғой, получается. Соған тиген ғой келіп, Тиген, өте опасно. Құрметті көрермендер, енді көшеде менің де мамам айтады ше негізі. Енді анасы мамам болсын, өмір жасы ұзақ болсын, айтады түнде сағат 1:12-лерде бір адам жоқ жерлерде жүрсең дейді да. Ешкім жоқ жерде, тыныш жерде кетіп баратып, бір адамдар қолын созып, танымайтын адам амандасса қолыңды берме дейді да, никогда. Қолыңды бересің болды дейді ғой, сол жерде жынданып кетесің, теуіп кетеді, ұрып кетеді дейді,
Сол үшін сақ болыңыздар, құрметті көрермендер. Әркім қолын ала бермеңіздер амандасқан сайын. Бірінші түріне қарай танымайсыздар ма, танымаған адам сияқты өтіп кеткендеріңіз өте дұрыс болады негізінде. Олар особенно түнде көп жүреді дейді ғой. Например, адамдар таңертең тіршіліктерін істеп, кешке қарай ұйқыға батса, олардың тіршіліктері в основном түнде болады дейді, көбінесе. Өйткені адамдар аз болады ғой. Содан кейін олар өздері өз тірліктерін істейді, например, да. Одан кейін мынандай менің ұстазым айтқан, что, например, қараңғы бір жерде жүрсең, жалғыз өзің деп жүру керек екен бір рет. Өзің бар екенін білдіріп, сондай дейді оларға. Одан кейін тағы бір история айтайын. Бағанағы палчаным дедім ғой. Сол балаң ол тура өзіне өткен тағы бір жағдай бар. Ол кешке қарай бұрын ауыл кезде атасының үйіне барады екен күнде. Өз үйінен атасының үйіне барады. Сол жақта қонып қалады, ата әжесінің үйінде болады там. Сол кезде ол ата әжесі обязательно қой мал бағады, короче, олардың өздері нелері бар. Қойлары бар, ешкілер, сиырлар бар. Малшылар болып тұр. Малшылар, иә. И тура үйінің тура жанында несі бар, қора бар кәдімгі. Ішінде ешкі бәрі бар, қой, сиыр бәрі бар. И сол күннің бір күнінде жаңағы бала, мен палчаным айтып жатыр да, үйге кешке қарай келе жатырмын, балалармен ойнап сөйтіп болып. Ол кезде 13-12-демін дейді. Сондай жаста балалармен ойнап келе жатырмын дейді. Үйге уже кіреберісте қорадан бір түрлі дыбыстар естідім дейді. Жаңағы ешкі, қойлар айғайлап жатыр дейді, сиырлар бір түрлі жүгіріп жүр дейді. Үркіп жатыр ғой бірдеңе. Үркіп жатыр, иә. Бүйтіп барып есікті ашып қарасам, нені осы қораның светін қосып қарасам дейді, бүкіл жаңағы қойлар и сиырлар бүйтіп шетке қарай бір-біріне ығылысып қашып тұр дейді, короче. Именно ортада ешкі тұр дейді ғой. Каза дейді ғой, бір сөзбен айтқан, каза орысшасы. Сол қап-қара ешкілер ортада ғана тұр дейді ғой, тып-тыныш. Аналар содан қорқып шетке қарай тығылып тұр дейді, короче. Мен бүйтіп қарадым, тым түсінбедім, просто мән бермедім дейді да, есікті жауып қайттан кетіп баратқанда қайттан сразу үркіп шулады дейді. Енді есікті ашып қарап қалсам дейді, ана ешкі екі аяқта тұр дейді ғой, уже бүйтіп. Адам сияқты екі аяқта тұр дейді. Ана тура сол жерде айғайлап қорқып айғайлап жүрген. Сол кезде ешкі секіріп жоқ болып кетті ғой. Секіріп жоқ болып кеткен. Шетке қарай секірген, сразу үй жоқ болып кеткен ғой. Жаңағы ешкі. Ат жаңағы анау палчаның айғайынан атасы атып шыққан, не болды деп сол кезде ана айтып берген. Атасы деген енді қорықпа деген жұбата салған ғой просто. Келесі күн тағы қараса, ана ешкі вообще келмейді, жоқ болып кеткен. Басқа күндер вообще келмейді қойған, ешкі жоқ болып кеткен, бір сөзбен айтқанда. Екі аяққа тұрған кезде кәдімгідей жылап жіберейін дедім деді ғой. Сонда көз алдында кәдімгідей бүйтіп төрт аяқтап тұрған жерінен екі аяққа тұрған ғой. Иә. Есікті жауып өтіп кетіп барады, келсе екі аяқта тұр дейді уже. Сондай бір история бар. Түнде қораға кірмеңіздер. Ана ауылда жерлерде көреді ғой, білесің бе, адамдар тоже біздің подкастты көреді, байқаңыздар. Ана кейбіреулері қораның жанына сақ қояды ғой, туалетінше. Вообще ол жерде енді топырлаған кезде не істерін білмей кетесің ғой туалетте отырып. Сол бір история естідім, полностью оқыдым даже. Колдун сиқырмен айналысқан бала кезінен өскеннен кейін барып ислам дінін қабылдаған туралы өз басына өткен оқиғасын полный айтып берген историясы ғой. Сол колдун айтады, короче, оның әкесі сондаймен айналысқан. Кітаптары болған, сиқырмен айналысатын. Оның кітаптары да әлі де бар, оның жақындауға болмайды оған. Өте нашар нәрсе. Сол, короче, папасы айналысқан. Одан кейін папасы айналысып жүр, уже әйелге жаңағы әйелін алған. Сосын сол әйел бала туып берген. Бала туып болғаннан кейін әкесі ойланып не істеймін деген ғой, болды айналыспаймын бұндаймен деген ғой. Сосын мынандай қателік жіберген. Мен жаңағы шәріптілерге айтқан, мен нені істі тастаймын, сиқырмен айналысуды. Сендер маған тисуді қоясыңдар, сол үшін мен баламды сендерге берем деп айтқан. Жертвоприношение болып. Иә, жаңағы бала, сол колдун жаңағы жігіт өзін айтып отыр да, өз историясын полный айтып берген. Оған бірінші мамасы айтқан, сол папа сондай айналысқан, сөйткен. Одан кейін барып ары қарай өзімен болған ғой. Сөйтіп жаңағы әкесі баласын бере салған, маған ештеңе істемеді, ана баламды алыңдар деп бере салған. Содан кейін ол бала туылған, айтады, мен даже туылған кезде 3 рет өліп кетейін дедім деді, солардың кесірінен деді. 3 рет өліп кетейін деген ғой туылғанда. Аналар түртіп қысады ғой жында туылған, жаңа туылған балалар. Сол кезде аман қалған, енді мамасы бірден кестеп сол жақта. Бала аман қалды. Аман қалды өзі. Одан кейін өсіп уже жаңағыдай 6-7 жасымда дейді. Мен уже далаға ойнауға шықсам дейді, даже иногда біреулерді көрем дейді. Алар уже көріне бастады маған дейді, 6 жасымнан бастап дейді.
көшеде кетіп бара жатсам бір шетте тұрып бүйтіп шақырып тұрады дейді. Біреулер кетіп үйге кетіп жатқанда үй жақта күтіп тұрады дейді жаңағы жындар. Уже әкесі сатып жіберген баланы соғанлар келіп тұрған несі ғой, балаларды алып аламын деп ойлап тұрған. Одан кейін мамасы қатты қорықпаған одан. И мамасы вообще баласына тәрбие де бермей қойған. Еще даже баласымен сөйлеспейтін деп кеткен ғой содан кейін. Мамасы қатты қорықпаған. Құра тамағын дайындап береді, иногда вообще тамақ та бермейді дейді. Мамасы құра үйінде болады, либо кетіп қалады дейді. Ана бала всегда жалғыз қалатын едім дейді. Одан кейін бір кездері уже 10-11 жастамын дейді. Қарным ашқан соншалық дейді ша. Үйде тамақ мама бермейді, тамақ жоқ, қарным ашқан соншалық далаға шығып кеттім дейді ғой. Сосын далаға қарным аш кетіп бара жатқанда жаңағылар үш әріптілер адам кейпінде келіп итті ұста, мысықты ұста, соң етін жей бер деп айтқан екен. На самом деле олар негізі ислам діні бойынша харам. Харам, болмайды. Соларды жей берген деген. Жей бер деген. Жей бер, қарым тоқ болсын, жей бер деп уже өздерін тартқан. Біз саған көмектесеміз деп уже арбай бастаған өздеріне. Содан кейін жаңағы бала полностью сөйтіп істеген айтқандарын. Одан кейін аналар уже жаңағыда далада айтады, жеп қойып, жаңағы иттердің етін жей салам дейді, пісірмей жей салам дейді, просто өлтірем, сразу жей салам дейді, етін сойып. Шикідей жей салам дейді. Сөйтіп жүрдім дейді, одан кейін үйге келгенде аналар уже келіп маған сен одаренныйсың деп айтып бастады маған деді. Одаренный? Иә. Сенде талант, сенде не бар, жаңағыдай дар бар деп айтады ғой, например. Сондай сенде дар бар, сол үшін біз саған келіп тұрық, саған көмектесеміз, сен адам емдейсің, сондай нәрсе айтқан екен аналар. Сөйтіп бастап 12 жасында күнде кешке қарай шығып кетем дейді. Аналардың өзінің шақыратын орны бар дейді. Сол жерге барып анаң бәрін үйренем дейді. На самом деле оған адам емдеуді емес, колдовствоны үйретіп Колдовствоны полный черный магия дейді ғой, сиқыр жасауды үйреткен ғой. Одан кейін қалай басталған? Бірінші айтқан 40 күнде жұмба деген. 40 күнде жұмба. Одан кейін қатты ауыр нәрсе айтайын. Құран кәрімнің парақшасын алып, табанның астына жабыстырып, солай тағы 40 күн жүр деп сөйтіп үйреткен. Сөйтіп үйреткен. Құдай сақтасын. Астағфируллах, ондай нәрсе вообще болмайды негізі, өте ауыр нәрсе. Сөйтіп бастаған 40 күнде сөйтіп жумбай и соны істеп полностью. Одан кейін уже аналар сол нені условияны орындағаннан кейін болды деп кітап берген ғой. Сиқырдың кітабын берген аналар. Сөйтіп үйреніп жүріп, одан кейін ол деген бір ауылға кетіп қалады. Сол жақта біреулерге жаңағыдай емдейді типа ғой. Емдейді сөйтеді. Бір кездер қатты алысқа кетіп қалдым дейді. Алыс ауылға кетіп қалдым, қайтуға не жоқ дейді. Жылқы, ештеңе, машина, ештеңе жоқ дейді. Қалай қайтарымды білмедім, ауылды жерде тұрған ғой. Қалай қайтарымды білмедім деді да, жолда кетіп бара жатырмын дейді. Ар жаққа қараймын, не бар, немен қайтамын деп. Сосын деген бір үйдің жанында андай столбқа байланып тұрған ешкіні көрген. Ешкіні ұрлаймын да қашам деген ғой, үйге қарай сонымен қайтамын деген. Ешкінің жаңағы жібін жіберіп, үстіне отырып, чүр деп не істеген ғой жаңағы. Ешкінің жүсі ма? Иә, отырып алып. Ұрған қолмен артынан жүр деп. Анау бір орында ешкі тұрған, қозғалмай, жүрмеген. Тұрған қарап, одан кейін қайтадан ұрған ғой, жүр деп боқтап сөйтіп ұрған. Ана ешкі вообще реакция да бермеген ғой. Үшінші рет тұрды, үшінші рет тағы да бас жағына ұрып жүр дедім деді. Сол кезде ешкі бүйтіп басын бұрып маған қарады да, сен мені ешкі деп тұрсың ба дегенде жоқ болып кеткен ана жерде. Анау жерге құладым дейді, құлаған кезде бәрін осознавать еттім деді ғой. Жерге құлаған кезде осознавать еттім, содан кейін жүгірдім сразу деді ғой. Шошып кеттім дейді да анадан. Үйіне сразу жүгірген ғой. Алыс жерден до конца жүгірген ғой. Шаршап ары қарай жүріп, сөйтіп үйіне барған. Одан кейін уже 15-16 жасында уже полностью үйреніп алған сиқырды. Одан кейін мамасына сұраған ғой, папамның кітаптары қайда деп. Тағы бөлек кітаптар. Папасы айналысқан. Сонда әкесі де колдовствомен айналысқан. Иә. Әкесі бірақ уже қайтыс болып кеткен жаңағы кішкентай кезінде. Сол әкенің кітаптары қайда деген, мамасы оны өртеп тастадым жоқ деп айтқан. Бірақ анау үш әріптілер ана жақта тығылып тұр деп айтқан. Оларға информация тауып өте оп-оңай. Сөйтіп айтқан, одан кейін сосын баласы жаңағы 16-15 жасында. Мама жасырып қойдыңыз ғой, мойындасаңыз білемін деп айтқан ғой. Сөйтіп ақыры мамасы айтқан, өзі тауып алған. Сонымен одан әрі не істеп жаңағы айналысып, одан кейін өзінің бір помещениесі болған, үй сияқты.
уже өскен, уже 15, 16, 17 сондай жасында уже көп айналысып келатқан. И бір кездері дейді, жаңағыдай сиқырмен айналысып жатырмын дейді, адамдарды көз бояушы алдау ғой бұл деген в основном. И сондай адам жинап жаңағыдай бүйтіп біреулерді емдеп бірдеңке оқып сондай екен. Көбісі ойлайды Құран оқып жатыр деп ойлайды, бірақ ол Құран оқып жатқан жоқ. Ол Құранды теріс оқып, либо аналардың берген сөзін оқиды екен, короче. Арабша либо басқа тілде. Арабша түсінбейтіндер оны типа Құран оқып жатыр деп ойлайды. Өтірік өзі сөйтіп айтады екен, мен Құран оқып жатырмын сендерге деп айтады екен өзі де. Еще дәретсіз намаз оқып көрсетеді екен, сондай, короче. Сөйтіп полностью, короче, теріс нәрсені көрсетіп бір кездері андай нәрсе көрсетіп бастаған, өзіне пышақ тағатынша. Не бар ғой, ол цирктарда, нелерде болады, өзіне пышақ тағады, пышақ жұтады, короче. Сондай нәрсенің бір түрін көрсетіп жатырмын дейді, бүйтіп пышақты ұрып, пышақ артынан шығады, сондай сиқыр көрсетіп жатырмын дейді. Сол көрсетіп жатқан кезде бір кісі неге кірді дейді ғой, үйге жаңағы помещениесіне көрсетіп жатқан кірді да, аятыл күрсидің бірінші несін айтқан, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм деп айтқанда отырған екен, короче. Турасы отырған кезде ана өзін ұрып жатқан ғой бүйтіп пышақпен, сиқыр көрсетіп. Жаңағы аятыл күрсиді айтқан кезде жаңағы нерінде жындар ұрған, негізі ол сиқыр орындау үшін олар жындарды ұрады ғой бүйтіп. Сол кезде алдайды адам көзіне, что типа арқасынан шықты, бірақ ол жындардың істеген негізі. Ол вообще өтірік нәрсе, сенуге мүлдем болмайды. Адамдардың миын айналдырып тұр. Иә, сондай нәрсе. Жаңағы айтады, аятыл күрсиді оқығанда мен ұрған кезде дейді, например, бүйтіп құстар жиналып тұрады ғой, көгершіндер, үркітсең бәрі шашылып кетеді ғой бүйтіп. Сол ұрған кезде, жаңа айтқан кезде бәрі сөйтіп жындар шашылып кетті деді ғой бүйтіп. Сол кезде өзімді ұрдым деді ғой ішімде. Мәссаған. Өзіне кіргізіп жіберген қан бос жатқан, бір ай больницада жаттым деді ғой одан кейін. И сол кезден бастап сол жігітке рахмет дейді да, сол кезден бастап мен ойлана бастадым дейді уже. Жаңағыдай нені шынымен де ислам дінін не зерттеу уже тани бастаған, уже уақыт өткен көп, әрең дегенде вообще сиқыр тастап кеткен, и ислам дінін уже Құран оқып, намаз оқып жүрген кезде жындар вообще тыныштық бермейді дейді ғой. Келеді, ананы айтады, мынаны түсіне кіреді, полный қинайды дейді ғой, бастырылады, қылқындырады, короче, орал айналыс деп. И ең патологым мен естігенде мынандай болған. Ол уже жаңағы жігіт, уже үлкейді ғой, 30 сондай жасқа келді, әйелі бар, 2 баласы бар. Кішкентай. Біреу 2 жас, біреу 3 жас дей ма, сондай дейді. Қазір уже тәубесінде ол кісі. Қазір тәубесінде, иә. Сол кезде ол бірінші әйел. Мынандай болған, сол әйел ең патолог осы жерінде, мен кәдімгі шок болдым. Мынандай болған ғой, дастарханда тамақ ішіп отқан отбасымен. Сол кездер құлағына сыбырлаған ғой жындар. Орал, либо балаңды өлтіремін деп айтқан ғой, дәл қазір. Сол кезде тұрғанда үндемегенде бисмилля деп айтқан ғой. Сосын тамағын ішіп отқан кезде, жаңа кішкентай баласы бар ғой, бұл түншігіп қалған ғой. Түншік көгеріп, түк на месте өліп кеткен ғой. Өліп кеткен. Баласы өліп кеткен көз алдында. Тура сол жерде тамақ ішіп отқан, жаңа сосын тамақ ішіп отқан кезде ана бала деп түншігіп қалғанда, егер түншіған беттері қызарып, көгеріп, сразу құлап өліп кеткен ғой, моментально. Екінші баласы да тура сөйтіп өледі сол жерде. И балаларын ұрып тастап тұр ғой соны. Моментально өлтіріп тастаған сразу жаңағы. Өйткені олар деңгейге бөлінеді тоже. Обычный, ифрит, одан кейін ары қарай деңгеймен сол мықтыларын жібереді, олар тоже сондай ғой. И содан кейін ана әйелі сол есінен несіп кеткен ғой, сумасшествие болып кеткен ғой, қалай айтса болады. Есінен ауысып кеткен айтпақшы. Есінен ауысып, ана әйелі сол жаңа көз алдында өлгеннен көріп, әйелі сөйтіп несіп кеткен ғой, вообще сөйлей алмайды қалған. Сосын деген ажырасып та кеткен, ана әйелі жаңа бірінші әйелі неге түскен? Психбольница, сол жақта емделіп жатыр дейді. Өзі уже 40 сондайға келгеннен кейін екінші әйелін алған қазір. Солай. Бірінші әйелі психбольницада. Сондай. Әлі де. Сол ситуациядан кейін полный не болған. Қазір шүкір Алла дейді, полностью жақсы, Құрандарды балаларыма аятыл күрсиді оқып үрлеймін дейді, сөйтіп аман есен сақтап жүрмін дейді. Уже жаңа бұрынғы колдовство заттарын бәрін қойған. Иә. Бірақ ода бар ма әлі сондай бір мазасын алатын дүниелер? Иногда болады дейді, былай қатты маза алмайды дейді. Тәубесі қазір 40-50 сондай жастағы кісі ғой. Полный көріп оқыған кезде соң бәрін шок болдым ғой. Полностью. Құдай сақтасын. Бывший колдундар бар ғой сондай. Көбісінде сондай ғой. Ана қайсет бір кино бар еді, атын ұмытып қалдым. Бір колдун, бір қыз бір жігітке тастап кеткен үшін сиқыр жасайды.
сөйтеді да ифрит 2 деген кино, иә. Ифрит деген жын кімнің несіне кіріп кетеді, в общем, жігіттің ше, бывшийдің. Сөйтеді да жаңағы жігіт не істейді, ана қызға маза бермейді, қыз ауыра бастайды. Сол кезде бір молда кісіге барып айтады ғой, признаваться етеді, жаңағы мен сиқыр істедім осындай кісіге деп. Сол кезде жаңағы енді балаға барса уже бала больницада жатыр. Соның кесірінен, қыздың кесірінен уже ауырып больницада өлу алдында жатыр да. Сол кезде молда барады да жаңағы соны сиқырда істеген адамға барып, подвалына түсіп не істейді ғой, жаңағындай аятул курси оқиды, фатиха сүресін оқиды, ықылас, фәлақ оқып жатыр ғой, жалпы фәлақты көп оқыды, бірақ кинода ше. Білмеймін неге фәлақты ғана оқыды ше, аятул курсиді мен естімедім шыны керек. Фәлақты оқыды, фатиха сүресінің басын ғана оқыды, сондай ғана болды. Ықылас сүресін ғана оқыды. Сонымен ана кісі общем не істейді ғой, басында сен мені жеңе алмайсың, анау мынау деген сияқты тоже андай айтып отырсың ғой, бірдеңе тиіп атқанда оқытылған кезде шашырап кетеді былай деп ше. Сол ана кісі короче тоже пышақты не істейді, ана кісіні тығады в общем ана кісіге. Сол кезде ана уже тоқтамайды ғой, оқып жатыр да. Сол кезде в общем білмеймін, ананың ішінен бірдеңе шыға ма, ана кісінің ішінен аузынан шыға ма, өзінің тәубесіне келмей ма, тәубесіне келгенде тура солай жылап короче мен Алла бір өзің кешіре көр деген сияқты сондай нәрселер. Ифрит 2-ні көрген шығарсыз барлықтарыңыз, сен көрмедің бе? Мә көр, советую. Дуа деген неде бар, екеуі де қырғызша. Ифрит 2, дуа дегенде тоже екеуі де. Дуа кинопоискта бар еще. Вообще мақта. Бүгін көремін ау үйге барып. Бұл ешқандай реклама емес, если что. Просто айтып жатырмын, жай айтып жатырмын просто. Ужас кино ашин. Одан кейін менің ұстазым бар. Жаңағыдай Құран оқып үйреткен Ерік деген ұстазым мен. Ол кезде мен мектеп бар ғой, 8-ші класс, 7-ші класс, 6-ші класстан бастадым ғой деймін, егер қателеспесем. 6-ші классты бітіріп 3 ай каникул болады ғой жазда. Сол кезде сол мешітке барып оқитын едік. 3 ай бойы күнде таңертең сағат 7:30-да ма барып обедке 3-ге дейін болатын, күнде Құран оқып үйрететін полностью. Сол кезде Құран оқып сөйтіп үйретіп жүргенде мен жаңағыдай нелерді қатты қызығатынмын ғой. Ол не жын деген, қандай болады, немен айналысады олар, неден жаратылған, жаңағыдай. Полден соны іздеп жатқанда маған одан вообще зерттеме оны деді маған. Ол туралы мүлдем зерттеме деді. Мен қызығып сұрадым сосын. Сізде не болды, сіз не көрдіңіз, сізде не бар деп ше. Сізде болған шығарсыз. Медреседе оқыдыңыз, по-любому көрдіңіз ғой деп сұраған кезде айтты. Медреседе оқыған кезде бұрын, ол жас кезінде сол Құран оқып, медреседе оқып жүрген кезде бірінші мынандай дейді. Например, жаңағыдай сабақ бітіп полностью, уже жатар алдында жаңағыдай төс несін, мынандай парталар болады, тоже оқитын. Орындықтарын көтеріп кетеді, короче, мен Құран кітаптарды жаңағыдай полкаға салып қояды ше. Сосын ұйқыға кетеді, келесі күні келсе жаңағыдай Құран кәрімдер бүйтіп ашылып тұр дейді, оқылған. Орындыққа түсірілген дейді, короче. Сондай. Ешкім жоқ. Сөйтсе ол енді 3 әріптер тоже мұсылмандар бар ғой, солар оқыған дейді, короче, сондай дейді. Бір күні түнде мен кухняға барып су ішкім келді дейді. Кухняға баратсам, бір бала тұр дейді бүйтіп. Бір орында, кухняның ішінде. Мынандай стенаға қарап тұр дейді. Түсінбей қалдым деді. Деп шақырдым дейді. Анау вообще реакция бермейді, қарамайды дейді. Жануарын ұстайым дейді, дейді иығын. Деп шақырсам қарамайды дейді, мүлдем реакция жоқ дейді. Алдына бүйтіп бетіне қарасам дейді. Тура алдында тұрмын дейді да, анау бүйтіп взгляды дейді, маған емес, менің артымдағы стенаға қарап тұр дейді. Тура алдында тұрсам да маған емес, артындағы стенаға қарап тұр дейді. Көрінбей тұр ғой примерно. Анау бүйтіп бір орында қатып тұр бүйтіп, жын ұрған ғой по-любому. Сөйтіп сондай дейді, короче. Сосын ладно деп суымды ішіп кетіп қалдым дейді. Ана бала қалып кеткен сөйтіп. Қалып кеткен сөйтіп. Таңертең қараса, тым ештеңесі, как обычно сөйлесіп жүр дейді. Ана бала. Ол типа призрак емес па сонда? Жоқ, өзі. Сол бала, сол бірге оқып жүрген бір бала, короче. Келесі күні қараса, ана бала дым болмағандай ештеңе білмейді дейді еще. Сұраймын дейді, білмеймін, ұйықтадым мен деп айтады дейді. Одан кейін бір күні жаңағы оқып жүрген кезде түнде жаңағы бала жүрген уже нені стенаны бүйтіп тырнап. Стенаны тырнап. Деп жүрген ғой. Просто жүрген күнде түнде аналар бүйтіп уже естіген чош оянғанда шайтан деп қашқан ғой бәрі. Ұстаз андай бүйтіп жатыр деп ұстаз бүйтіп қараса, ана бала кіріп кеткен ғой ұстазын көрген кезде, жаңағы бүйтіп тырнаған бала. Ана стенада іздер қалып кеткен тырнақтар. Жоқ, із қалмаған, просто тырнаған. Кәдімгідей тырнаған, қолы тырнақтар қанып сынып кеткен ғой. Содан кейін дейді, келесі күні қайттан ана бала шашын жартысын алып тастаған бүйтіп. Мына жартысын қалдырып қойған.
жаңағы бала келесі кішкентай бала дедің ә? жоқ, жас бала, сол олар сол 16-17 жасында оқыды ғой сол кезде. Жасты. Жас кезде, ұстазым айтып жатыр ғой. И жаңағы бала дейді, шашын бит жарысын алып тастаған, түнде лезвиемен алып тастаған, қырып тастаған, бір жағын қалдырып қойған. И түнде қайттан тырнап сөйтіп жүрген деп. Ана көргенде ойбай деп шулап сөйткен. Келесі күні бүйтіп ұстазын қаратқан, ұстаз бүйтіп қарағанда бергел деген ғой жаңағы балаға. Бүйтіп келген алдына шашын жарысын тоже алып таста деп айтқан. На месте алып тастаған, сосын қайттан кел деген. Қайттан келіп алдына отқан. Ұстаз бүйтіп қарап тұрып айтқан. Құран оқимын, сен не істе деген, қайтала деген, короче. Сосын тұрғанда ана бала айтқан. Жарысайық деген ғой. Жаңа жыны бар бала. Молдаға. Жарысайық деген. Ұстазға, жаңағы медреседе үйрететін жарысайық деген. Сосын ұстаз тұрғанда сұраған. Қалай деген? Анау жаңағы мен ұстазым сол жақта оқытқан, бірге отырып көріп отқан бүкіл балалармен. Ана үйге ортада ұстаздың алдында отыр, жаңағы тақырбас дейді. Үйде отқан. Қалай деген жаңағы молда. Ана тұрғанда сіз Құранды бүйтіп любой бетін ашыңыз деген. Сол жерден сұраңыз, мынанша аят, мынанша сүре деп. Мен сол жерден көзімді жұмамын да жалғастырамын деген ғой. Ал көрейік деген бүйтіп. Ана бала ондай мықты білмейді дейді ғой. Бізбен бірге үйреніп жүрген бала дейді ол. Ол былай қалай біліп кеткен біз білмейміз дейді, короче. Тұрғанда жаңағы бүйтіп ұстаз бүйтіп бір бетін ашқанда мынанша сүре, мынанша аят деп айтқанда ана тура көзін жұмған, сразу сол жерден жалғастырып оқып кеткен ғой. Ана айтқан сразу. Иә. Сөйтіп не істеген. Одан кейін тұрғанда ұстаз бүйтіп тоқта деген. Сосын бүйтіп қарап тұрып, аятыл күрси соларды оқыған екен. Несі шығатын шығар деп оқыған. Ана ішіндегісі оған қарсы Құран оқыған ғой. Мәссаған, екеуі жарысып жатыр. Анау шығару үшін оқып жатыр молда. Анау содан қорғану үшін оған қарсы оқып жатыр ғой. Сөйткен сосын имам тұрғанда айтқан ғой, ата-анасын шақырған аналардың. Типа бұны шығара алмаймыз, оны үй жағына қайтарып, өздерің бірдеңе қылыңдар деген. Шығарамаған мүлдем. Жаңағы ішіндегісін. Сосын таксиге отырып қайтарған кезде бүйтіп жанына біреу отырғызу керек қой, құтырып кетуі мүмкін ғой. Бүйтіп қарағанда кім отырады мен деген ғой балаларға. Кел деп сөйтіп қорқытқан ғой аналар. Сондай. Балдардың бәрі былай дейсің ғой. Жақындамаған еш. Мен ана ұстазым айтады, вообще ана жақындағым келмей қалды одан кейін деді. Ал енді құрметті көрермендер, қазір бір изюминка история бар. Ол жаста. Оны қазір менің историямнан кейін айтатын болады. Қазір мен өзімнің историямды баяндап берейін. Енді мен де бұл білмеймін бәріне. Сіздерге может патология емес болады шығар. Ол жас саған да бір енді таксибе болады шығар. Бірақ енді өзімнің жолдас балам маған айтты да, историяны кәдімгідей отырып ше, стрессовый ситуация, депрессияда отырып кәдімгідей, брат, мен тыңдашы деп, жаңа аузына темекісі бар, брат, тыңдашы, менде короче осындай болып жатыр. Реально депрессия, стресста болып жүрген адамдардың бүйтіп түріне қарайсың ғой. Андай болып тұрады ғой. Көзінің асты көгеріп тұрады, өңі қашып тұрады, жүзінде нұры жоқ, короче. Бір түрлі болып тұрады, шашы жуылмаған, бүйтіп қалай болса солай киіне салады, короче. Шаршап жүреді, слишком қатты шаршайды, короче. Жуынбайды, короче, бүйтіп кіргір қолмен тамақ жеп, депрессия, стресс, ол уже адамды тұңғиыққа түсіріп жүретін нәрсе. Сондай состояниеда отырып айтып отыр ғой маған. И мынандай дейді да, айтады да, брат дейді, 1 ай болды дейді, короче, мен бұл состояниедан шыға алмай жүрмін дейді да, мен депрессия, стресста жүрмін, именно соның кесірінен болып жатыр дейді, короче. Сонымен что-то не болды, жайшылық па, қызыңмен айырылыс, қызы болған оның айтпақшы. Оның қазір уже үйленді ма мен білмеймін, қазір араласпаймын. Үйленеміз деп жүрген бір 3-4 айдың ішінде сол депрессияда жүргенде сол әңгімесін айтып отқанда маған айтқан. Сұраған кезде бір 3-4 айдың ішінде пландап отырық үйлену, жаңағындай барлығын реттеп, тәтті шай барлығын реттеп отырық деген сияқты. Сонымен енді сұрадым, если қызыңмен айырылыспасаң, үйің бар, Құдайға шүкір, нормальный коттедж үйде тұрасың, мысалы, ата-анаң бар, тірі, тамағың бар, қарның тоқ, жататын орның бар, не депрессия, не стресс. Брат дейді, мен саған бір история айтып берейін, короче. Мүмкін өтеді, мүмкін өтпейді, бірақ если подкаст түсіріп жүрсің ғой дейді да, подкаст түсіріп жүрген шығарсың, жаңағыдай айтып берсең болады подкастта дейді. Сонымен, ну хорошо, давай, көрейік, айт. Ішімдеген шағырым келіп отыр просто дейді да. Жақсы, давай, тыңдайын. Сонымен анан негізі 1,5 сағат айтқан маған. Бірақ мен оны қазір сәл қысқартып айтам. Көп ұзақ айтқан оны. В общем, бас шағын прям бастап детально айтпай-ақ қояйын, ол жағы қызық емес. Получается, олар сол ситуацияға дейін 1 ай бұрын, короче, қызымен кездескен. Даже қай жақта кездескеніне дейін айтып берем. Абылайхан Ташкентский жақта парк бар.
качелясы бар. Андай еще кім? Театр бар еще. Бергі жағында напротив, ана паркке напротив театр бар. Сол паркте екеуі жүрген қыдырып, Медеуден ба бір жерден келе жатқан, түнгі сағат примерно 12-12-ден кетіп қалған. Сол кезде енді қыз айтқан ғой, давай енді қайтайық, жаңағыдай. Бірақ ол уже не істеп тұрды андай, күн өткіздік қой кішкене, болайық та деген сияқты жаңағыдай бір наедине болмадық па деп енді қылшылдап тұр ғой, кәдімгідей жас бала болғаннан кейін жаңағы қыз енді ода отказ жоқ, жаңағыдай қойыңызшы деп қояды жаңағыдай ана жігітке ше. Бірақ енді отказ беріп тұрса, жоқ мен үйге қайтамын деп грубо сөйлеп тастайды ғой қыздар психология бойынша ше. Сонда қыз уже отказ бермей тұр, бірақ андай не істеп тұр да, тиісіп қойыңызшы, қай жерге барамыз деп. Сонымен жігіт ойлаған жаңағыдай бір кинорум деген сияқты заттар, сондай бір жерлер бар ғой, сол жерге арлерге апарарым мүмкін деп, бірақ қалтасында теңгесі жоқ. Достарына хабарласып анау мынау деп іздеп жүрген жерден Абылайханаға мен Ташкентскийға түсіп бара жатқан кезде андай нелер болады, кісілер. Квартира сөйтіп тұратын кісілер болады. Сонымен өтіп баратқан кезде бәріне енді айтып жатыр ғой, жоқ керек емес деп өтіп отыр. Бәрі жаңағыдай, жігіттер қыздар квартира керек па, квартира деп. Сонымен бір кісі тұрған, кілтін айналдырып тұрғанда, жігіттер қыздар квартира 2 сағат 5 мың теңге деген ғой. Сонымен тоқтағанда, даным кім береді 2 сағат 5 мың теңге? Қалай ол 5 мың теңге? Мынауың деген кәдімгідей кайф қой деген 2 мың қалтада 6 мың теңге бар екен, 1000 теңгемен жетіп аламыз үйге таксимен. Сонымен тұрғанда жаңағы кісіге бұрылып, точно ма аға деген. Иә, жүріңдер дегенде сүйреп алып кетіп қалған. Ана кісінің артынан кетіп баратыр, бір жықышқылар, ескі жықышқаға кіріп кеткен уже. Сонымен баратыр, сөйтіп бір подъездге бардық дейді. Ана жерде барлық подъездерде свет өшіп тұр, бәрі ұйықтап жатыр, түнгі сағат 12 уже кетіп қалған. Сонымен подъездің есігін бір жерлерге басты да, кодын сөйтіп ашты. Сөйтті да, бауырым сен сразу ақшаңды жібере сал. Сөйтті 3-ші этажға көтеріл, есік ашық тұрады, сол жерге кіре бересің. Әйелім есікті ашып қояды деген. Сонымен жаңағы бала, дос бала, ақшасы, енді білмеймін дейді да, брат дейді, мен түсініп атқан жоқпын не отқан дейді. Мен кәдімгідей дейді, гипнозда сияқтым дейді, Каспиімді алып жаңағындай жіберіп атырмын дейді. Танымайтын адамға ол еще апарып кіргізген жоқ, мен үйді көрсеткен жоқ дейді. Уже мен жіберіп атырмын. И ой жоқ дейді да, а вдруг мен қазір 3-ші этажға көтерілгенше ол Себастьян болып кетеді ана жерден. Ақшасын алады да. Сонымен ойда жоқ, 5 мың теңге жіберіп, мен аға деген, все 3-ші этаж, осындай номері жоқ, короче, есік ашық тұрады, кіре беріңдер деген. Сонымен ол ойдадым жоқ, сразу екеуі қолынан ұстап алған қыздың кеттік, сондай қызумен кетіп баратыр ғой. Сонымен барғанда қараса, 3-ші этаж, ортада темір есік, 36 деген номер тұр, темір есікте, бірақ ол жабық, сұр светтегі. Оң жағында есік ашық, и сол жағындағы есік ашық. И екі выбор болып тұр ғой аналарда ше. Қайсысы дейді да, қайсысына. Сонымен тұрады да, көтеріледі, сол жақта есік шығар деп есік ашық тұр, барса, короче, полдың бәрі шаң, топырақ, көшіп кеткен жердегі адамдар, ешкім жоқ үйде. Лампалар сынып қалған, есіктер құлап қалған, короче, быт шығып жатыр ана үйдің. Сонымен мебельдердің бәрі жылжып кеткен. Содан ана ол ашуланбай ма жігіт жаңағы, мына үйге ма мен 5 мың теңге беріп жатырмын ба, мына үйге беріп жатырмын ба мен 1 сағатқа 5 мың теңге кинорумға баратын едім, ондай болатын болса деп сөйткен ғой. Сонымен енді жанында қыз айтқан ғой жаңағы, ол емес шығар, мынау шығар, мүмкін ашуланбаңыз жүріңіз мынаған деген. Сөйтіп барса, реально сол екен. Ана жерден просто есігін ашып кеткен, көшіп кеткен адамдар. Сонымен жаңағы есікті ашып кірсе, мынандай да, короче, айту бойынша кілемдер жиырылып кеткен, ортадағы коридордағы кілемдер жиырылып кеткен, топырақ ана аяқ киіммен жүріп тастаған үйдің ішінде, короче, лас үйдің іші. Туалеттің есігі құлап қалған, залға, спальняға кіретін есік құлап қалған, кухня шашылып жатыр, семшік жағып тастаған, пиваның бутылкаларын қалдырып кеткен. Сонымен енді қыз кірген кезде қыз бірдеңе сезген ба, сразу жоқ деген ғой, короче, давай қайтайықшы одан да. Если 5 мың теңге қазір звондап сұраңыз, мен қайтарамаймын десе, садақа деген ғой, просто қайта берейінші. Ол 5 мың теңгеңіз өзім ақ берем деген. Сонымен жігіт енді қылшылдап тұрған жердегі қызу, не болады дейсің, кіре берші, туалетке кіре берші, мен қазір бәрін жинап қоямын дегенде, ол енді пысыған жерде бәрін жинап, шайып, чуып, кухняны тазалаған. Сонымен ана туалеттің есігі жабылмайды дейші. Оның айтуы бойынша ше, ана жабылмайды дейді, ана тарсылдатып жабады дейді, жабылмайды, көтеріп жабады, жабылмайды. Сонымен не қыстырған қондай, туалеттің ұма қыстырып жауып болған. Үстінде айтқан туалеттің ішінде отыра тұр, білмеймін, телефон шықпа, мен ерін бәрін реттеймін деп. Спальняға кірсе, енді ұят сөз, шыны керек. Постелінің үстіне
түсініп тұрсың ғой уже бүлдіріп кеткен ғой постелің аппақ болып жатыр да. Сосын ана постельді жинаған былай жинап бұрышқа лақтырып жіберген да шкафты ашып простыня бар ғой жұқа простыня соны деп жауып қойған. Болды шыға бер деген, шықса тап-таза кілемдер жиырылмаған былай, бірақ в общем аяқ киімнің іздері бәрі по-любому жатыр, короче. Аналар жалаң аяқ жүр носкимен. Носкидің бәрі быт болып кеткен. Сонымен спальныйға кірген енді не жоқ, спальныйға кірген қыз қорқып отыр дейді. Бірдеңеден қорқып тұрмын, жан бірдеңеден қорқып тұрмын. Мен что-то мына жер ұнап жатқан жоқ. Яғни аурасы ауырып отыр, қайтайықшы дейді. Сонымен жігіт енді болды, бәрі нормально болады деп енді екеуі жатқан кино көрген, в общем, бір сағаттай енді бір-бірімен болған, жалпы айтқанда. Сонымен бір уақытта жаңағы екеуі ұйықтап қалған қыз, короче, айту бойынша былай, мысалы, мынау төсектеш, былай тұрған ровный төсек па, мынау жастық тұратын жер. Олар былай түзуінен жатпағанда, былай жатып қалған, горизонтально, былай жатып қалған. Аяқтарын былай жіберген, былай бастарын жіберген. Қыз бүктеліп, бүрісіп, ұйықтап қалған. Үстінде простыня жатыр, жаңағы төсекке жапқан простыняны қызының үстіне жапқанда, жаурап қалмасын деп. Өзі тоже простынясы жатыр, тоже бит бүрісіп, жаурап отыр жігітше, қызын құшақтап алған бит. Сонымен бәрдеңеден қорқады дейді, жаңағы қыз қорқады бит. Селк етіп бит оянып, жан деп іздейді дейді. Сонымен бәрі нормально, жарты сағат ұйықтап ал, жарты сағаттан шығамыз деп сөйтіп. Демалып ал деген қыз ұйықтай берген бит. Сонымен бір кезде анандай дейді, мен уже көзім ілініп бит ұйқыға кетіп бара жатырмын. В один момент анандай дейді, кухняның қалай айтсам болады, короче, үй полный свет өшіп тұр, только прихожканың свет жанып тұр. Ол кухня жаққа қарай түсіп тұр, кішкене и спальныйға қарай сәл бір освещение беріп тұр. Но на самом деле комнатаң қараңғы дейді кәдімгідей. В общем, бүкіл үй қараңғы. Сонымен жаңа кухняда біреулер жүр, кәдімгідей жүр дейді. Тарс. И ол жердің полдары дейді, андай ауылдағы үйлер болады ғой, полдары ағаш. Үстінен бассаң даң деп жүресің ғой, ағаш сынып кететін ұқсап ше. Сондайда полдар. И ана жерде біреу жүр дейді, реально ауыр шақпен жүр дейді. Сонымен ұйқыға кетіп бара жатып соны естіп отып, бүйтіп көзімді аштым, бастырылып жатқан жоқпын дейді. Нормально бүйтіп тұрып, кәдімгідей бүйтіп отыр. Кім ол деген? Үндемеген, шақ тоқтап қалған. Жоқ та ешкім. Уже қорыққанда қызын бүйтіп түрткен ғой, оянсай деп. Сөйтсе қыз оянбайды, вообще оянбайды, ұйықтап отыр кәдімгідей. Сонымен бопты құлаққа естілген шығар, оятпай қояйын, ұйықтай берсін деп қайттан жатқан. Бір уақытта бүйтіп ұйқыға кетіп бара жатса, уже бір емес, дофига дегенде енді андай 2-3 адам жүріп жатыр дейді, ары бері уже прихожкада жүріп жатыр дейді. Есікті ашады, кәдімгідей үйдің есігін ашып шығып, жаңағындай қайттан тарс еткізіп жауып сөйтіп жүр дейді. Мен ойладым дейді, хозяин жүр ма үйде? Хозяин кіріп жатыр ма? Әйел бала шағасымен жүр ма? Бірдеңе іздеп жүр ма? Сонымен жаңағы телефон іздесе, телефон жоқ, уже шалбарының қалтасына шалбар аяқта қалып кеткен. Сонымен қызын бүйтіп тұрса, ояншы десе, қыз оянбайды. Кәдімгідей пысылдап ұйықтап отыр. Сонымен қайттан бүйтіп жатқанда, короче, сөйтіп оятып жатып, қайттан бүйтіп ұйқыға кеткен. Ұйқыға кете бергенде уже комнатаның ішінде жүрген ғой. Сол жатқан зал сияқты, но спальныйда. Сол жерде жүр, короче. Дарс. И андай дейді да, кәдімгідей прихожкадан кіреді, қарап тұрады дейді, бірдеңе қарап тұрған сияқты болады да, и дарсылдап бүйтіп кәдімгідей смело кіріп жатыр дейді да біздің комнатаға. Мен түсініп жатқан жоқпын дейді. Сонымен не істер екен деп естіп жатырмын, миым ояу, тәнім ұйықтап жатыр дейді, короче. Бастырылып жатқан жоқпын бірақ дейді. Үйлерін көріп тұрған жоқ, көріп тұрған жоқ, просто пысылдап ұйықтап жатыр да ол, но миы істеп тұр, құлағы естіп тұр, короче. Сонымен жатырмын, не істер екен қазір бүйтіп түртсе, может хозяин шығар, бір ұйықтай берейікші, түр бермей ақ қояйықшы деп жатқан, бірақ бір кезде аналар жүгіре бастады дейді уже. Жүгіреді, бізді айналып жүгіріп жатыр дейді да, кәдімгідей төсектің үстіне шығады, төсектің үстін басады ғой, басқанда мен бүйтіп батып кетемін төсекке дейді, кәдімгідей. Жатқан қызым екеуміз төсекке батып кетіп, бүйтіп жатырық дейді да, үстіге шыққан сайын. Что за издевательство, не болып жатыр деген ғой, біреулер прикол ұстап жатыр ма деп. Бүйтіп ұйқысынан тұрғанда, дегенде бүйтіп тұрып қараса, 4 қара адам тәріздес құйрықтары бар, короче, үстінің бәрі жүн, андай мысқылдап күледі ғой, деп ше, солай айналып жүгіріп жатыр дейді ғой бізде, 4-еу. Біз кроваттың үстінде бүрісіп жатырық дейді, қызымды бүйтіп жатырмын, оянбайды ол дейді, тұр деп оянбайды дейді, бүйтіп селкілдеп жатыр дейді. Анау андайда төсекте отыр былай, мен сияқты бүйтіп отыр, молдасы құрған, оятып жатыр да, оян деп уже тілін жұтып қойған ғой, анау уже деп жатыр ғой қорыққаннан. Анау төсекке шыққан сайын бүйтіп батып кетіп жатырмын дейді да, анау слишком
шагы ауыр 1 тонна адамдар ма білмеймін төсекті батырып жіберіп жатыр дейді да. Сонымен қызын оянбайды, уже қол уже істемей қалған ғой надан, қорыққаннан ше. Бүйткен уже тілге кетіп қалған, сөйлей алмайды уже деп жатыр дейді да. Сөйлей алмайды анау. Страшно. Дөң. Ойлашы, дөң. деп қойып жүр аналар. Анау тұрады да бір кезде стресс қой. Стрессқа дың кіреді да деп айқайлайды, короче. Деп айқайлайды кәдімгі қорыққаннан ше. Сол кезде қыз атып тұрады орнынан, атып тұрады да. Андай болды дейді да. Вспышка болған сияқты болды дейді. Көзім жұмылды, аштым, уже как будто я в сознании дейді. Оға дейін түс көргендей болдым дейді да. Но мен реально көрдім, өмірде көрдім прям и сезіндім ол нәрсені дейді. Если мен түсімде көріп жатсам, мен білем түспен өмірді ажырата аламын ғой дейді да. Айқайлаған кезде қызым атып тұрды да шапалақпен ұрды мені дейді, короче. Не істеп тұрсың деп ше. Сол кезде өзіме келдім да, жүгіріп тұрдым да, шалбарым кидім, қызымның киімдерін лақтырдым да, жүр шығамыз, кетеміз деген ғой. Қызына ұрсып салған ғой ше. Короче, кетеміз, тұр, неменеге отырсың, анау, қызы қорқып кеткен, анау терлеп кеткен, қызарып кеткен. Қыз в шоке, не болып жатыр деген ғой, не болды, сағат қанша болды, нең бар, сағатта тұр, киін, жүр, шық мына үйден. Қыз ренжіп қалған бір кезде енді. Не болды, өзіңіз кірген, мен сізге айттым ғой, кірмей-ақ қояйық, мен бірдеңе сездім ғой осы үйден. Жылап қалған қыз. Болды, қазір шыққан соң сөйлесеміз, оны обсуждайды, отношение выяснять ететін жағдай жоқ, қазір уақыт жоқ, шығу керек мына үйден дейді, короче. Екеуі киінеді. Үйдің есігі ашық қалып кеткен, зал жиналмаған, быт-шыт үйдің іші. Яндайда прикол в том, что ол прихожкадан шығып есікті ашайын деген ғой, олар жауып кірген есікті. Ал шықса есік ашық тұр, короче. Есік кәдімгі ашық тұр. Олар жауып кірген есік. Яңдай вопрос. Ол басында оған мән бермеген, есік ашық тұрған шығар. Қорқып тұр ол, мән бермеген. Сол кезде есікті даңқ деп бір тепкенді ашқанда подъезден түскен, Абылайхан Ташкентский жақта. Сол жерден шыққанда үйден шығып далаға шығады ғой, далаға шыққан салқын ауа, нормально, адамдар жүр. Машиналардың дауысы шығып жатыр, уже спокойствие, нормально. Жүректе сәл тыныштық бар. Тынышталасың ғой ондай адамдарды көрген кезде. Сол кезде мынандай дейді да, прикол в том, что мен шықтым далаға. И андай дейді, артыма біреу бүйтіп мені біреу кеш деп шақырып жатқан сияқты болды дейді да. Но ешқандай дауыс жоқ, но менде сондай сезім болды дейді. Қызым екеуміз тез жүріп бара жатырық дейді да. Сол кезде взгляд сразу резко басымды бұрдым да, тура біздің этаждағы терезеге көзім түсті дейді. И мынандай болған ғой, қыздар, жігіттер, құрметті көрермендер, не көрген десей? Шыққан, бүйтіп қараған терезеге қараған кезде тура жаңағы төрт адам тәріздес нәрсе андай болады ғой, бүйтіп стенадан бүйтіп басын шығарып қарап тұрады ғой, басын шығарып бүйтіп қарап тұрады. Тура солай терезенің оң жағынан, сол жағынан, астынан бүйтіп бастарын бүйтіп шығарып қарап тұрған ғой. Чотан ба? Сразу қарағанда, сразу взглядты бұрғанда, жан нерден кетейікші, тездетші деген қызы түсінбейді, не болып жатыр. Потом барып айтқан ғой қызына. И ол білмеймін жолдас балам қазір көріп отқан шығар, мүмкін, білмеймін, депрессиядан шықты ма, стресстен шықты ма. Бірақ оны маған бір ай бұрын ба баяндап берген. Ол кезде уже подкаст түсірмейтінбіз біз. Бір ай болып кетті ма подкаст түсірмегенімізге ше. Сол кездері брат кеш поддержкам керек болып отыр. Өтініш келіп кетші үй жаққа деп, өзі не жақта тұрады, Талғар жаққа барып, короче. Сонымен отырып, осы әңгімені естіп, өзімді түнде ұйықтай алмай, төсегімде біреулер жүрген жоқ па деп, аят үлгерсей оқып жағандай бір түрлі болған, өзімде осы историядан кейін. Осындай история болған. Енді бұл оқиғаның негізгі пайдасы, құрметті көрермендер, сіздерге пайдасы зор, саған да пайдасы зор олжас. Не десеңіздер, негізі хата арендаға берілетін, посуточно, арзандары әсіресе, қымбаттар жарайды, ол таза. Арзандары қымбат болсын, негізі арзан болсын, Апасян негізі ше. Ол жер лас жер. Лас жерде көп болады олар, иә. Ол жерде не болмайды мысалы. Любой нәрсе болады. Даже мысалы дуа кештер, дуа жасайтын адамдар өзінің үйіне зиян тимес үшін арендаға үй алады. Иә. Сөйтіп жасайды мысалы дуаны. И сол жерге тастап та кетеді ол нәрсені ше. И ол нәрсе сол жерде айналып жүреді да просто. Сол үшін құрметті көрермендер, қазір жастарда сәл оңбағандау, 16 жасар балалар, 15 жасар балалар апарат қыздардың хатаға, сол үшін байқаңыздар, ертеңгі күні қиналып қалып жүрмеңіздер ондай нәрседен. Менің дос балам құсап бір ай болды, қазір шықты ма депрессиядан, шықпады ма білмеймін, қазір қатты былай араласпаймыз уже, сол кезден бастап уже. Адам стрессқа кірсе, ол қатты әсер етеді ғой олар. Олар именно сондайдан ұстайды.
адам слабый кезінен ұстайды. Иә, қатты қорыққан кезде Қорыққан ұстайды, кезде, қатты күлген кезде, қатты қуанғанда и стрессқа түскен кезде. Стрессқа түскен дайбать етеді ғой до конца олар. Что андай суицидқа апару үшін. Иә, өлтіру ғой мақсаттары. Өлтіру мақсаты, иә. Негізі опасно. Сосын тағы бір оқиға бар. Енді құрметті көрермендер, сіздер негізі түсіндіңіздер. Не үшін бұл историяны сіздерге айтқаным? Не үшін айттым? Ұят болса да айттым, базар жоқ. Хата деген нәрсе, кинорум дегендер барлықтары біледі қазір. Әсіресе ата-аналар өздеріңіз қазір көріп отқан болсаңыздар, осы менің подкастымда осы историяны оқып отырсаңыздар, бала шағаңыздан сәл сұрап қойыңыздар, ескертіп қойыңыздар осы жақтарын. Кинорумға барсаң, аяғың сындырам деген сияқты бірдеңелер айтады жаңағындайша. Хатаға барсаң байқа деп, жолдас балаларыңмен жиналып, базар жоқ класстарыңмен бір коттеджге бар, таза жер болсын да, самый қымбат 150-200 мың тұр ғой. Ары кетсе бір суткасына 50-60 мың теңгелік хаталар. Зачем 15 мың, 10 мың теңгелік хаталарға бар? Олар ешқашан таза болмайды, никогда. Дұрыс айтасың. Менде бір кішігірім 2 история бар. Айтып кете салайын. Өте қысқа историялар. Өзім оған таң қалған нәрселер да. Біріншісі, менің дос балам бар, параллель оқыған, атын айтпай қояйын. Сол айтады, кішкентай кезімде дейді, сол құлағыма біреу өл деп айғайлайтын күнде дейді. Басқа ешкім естімейді, мен ғана естимін, сол жағынан всегда естіп тұратын едім дейді. Оны ұйықтаған кезде ма, или балай өмірде? Любой кезде дейді. Бүйтіп инада жоқ, инада бүйтіп кетіп бара жатқан кезде өл деп шыға келеді дейді. И каждый күн сайын сондай дейді. Өзінен өзі сондай нәрсе айта береді біреу дейді құлақтан. Мен уже қорқа бастадым деді да, мамам айттым деді, папам айттым деді. Содан кейін олар барып мешітке апарған, мешітте жаңағы Құран оқып дем салдырған, одан кейін зәмзәм су алыңдар деген. Зәмзәм суды алып, мына жаңағы бала, мен параллель оқыған дос балам, сол зәмзәм суды алып, сол зәмзәм іш деді, одан кейін қолын жуатын болсаң зәмзәм сумен жу, бетін жуатын болсаң зәмзәм сумен жу, жуынатын болсаң да сонымен жу деген. Сөйтіп бисмиллахты айтып жүр деген. Сөйтіп істеп жүріп бір аптада жаңағы дауыс кетіп қалған. Сондай біртүрлі явление да мен үшін. Сонда просто так тамақ ішіп отырса да любой время қағаны өл деп айта береді дейді. Еще ұзағынан айтып бірінен қайталап айта береді. И жоқ болып кетеді. И примерно тағы бір 3-4 сағат өткеннен қайтадан басталады дейді. Сондай дейді. Мәссаған, Алла сақтасын. Сондай дейді. Сөйтіп сол жаңағы зәмзәм суымен жуынып тазаланып сөйтіп жүргенде кетті дейді. Уже естімейтін де болдым, вообще басыма ондай болмады деді. Сондай. Одан кейін тағы бір история, мен жаңағы айттым ғой, мешітте сабақ алып жүрдім Құраннан деп. Сол кезде біз примерно бір 15-20 шақты бала едік, үйреніп жүрген. Сосын ең үлкені бар, 99 жылғы Арсен деген жігіт. Сол, айтады, осы қаланың мешітінде болған, ау саяхаттағы, білесің ғой. Сол жердегі мешітте болған. Жұма намазға келдім деді. Жұма намазға мен ерте келем дейді ол. Уағыз тыңдау үшін ерте келіп аламын дейді. Сосын адамдар жиналып уже уағыз айтылып жатыр, бәрі тыңдап отырық дейді. Бір кезде бір жігіт имамға қарап айғайлаған ғой. Сен өтірік айтасың деп айғайлап бастаған ғой. Имам тура алдында отыр ма? Жоқ, алты жағында отқан, иә. Сол кезде айтқан ғой, типа сен өтірік айтасың деп айғайлап жүрген ғой. И бәрі тыныш деп, не істеп успокаивать етіп, одан қайттан жоқ ол өтірік айтады деп шулап бастаған ғой. Сыртқа қарай шығарып жіберген оны. Осындай жаңағы жұма намазды оқып бітіп сөйткеннен кейін ана жігіт қайттан кіргізген ғой. Кіргізіп сөйлескен, неге мен не өтірік айттым дегенде жаңағы сөйлеп сен өтірік айтасың деп боқтаған ғой. Анау қалған нәрсен қызық көрем деп қап қалған ғой. Содан кейін анау уже имам түсінген, что ішінде бірдеңке бар екен. Сөйтіп тұрғанда жаңағыдай 2-3 имам ғой ол жақта. Сол кезде кезек ауысып отырып жаңағыдай не істеп отқан кезде бірінші не істеген ғой, шелек қойған алдына. Ішіне су толтырған. Сосын жаңағы алдына отырғанда сол шелекке қара деген жаңағы жігітке. Сосын не көріп тұрсың деген. Ол айтқанда өзімді көріп тұрмын деген кезде артынан шыбықпен ұрған. Өтірік айтпа, шыныңды айт, не көріп тұрсың деп. Ана өзімді көріп тұрмын бірдеңке дегенде тағы ұрған. Шыныңды айт, не көріп тұрсың деп. Сол кезде ана қарап тұр былай деген ғой. Көзі домалақ, қара, азу түсті, тістері өткір азу түсті. Цвет кожа бар ғой. Қара торы біреуді көріп тұрмын деген ғой. Адам емес, сондай нені көзі домалақ дейді, мынандай қап-қара жаңағыдай тісі өткір, сондай бірдеңке көріп тұрмын деп айтқан. Сөйтіп одан кейін ол не істеп Құран оқып сөйтіп анау аунаған, ана бірдеңке лақтырған Құран оқуын тоқтату үшін. Сөйтіп ішіндегісін шығарған ғой.
Мешітте, орталық мешітте. Мешітте. Бұрын мен ол кезде сол 14-13 сол кезде сол айтып беріп жатыр да. Сол короче шығарып болды, одан кейін типа анау қайтадан есін жинап келген ғой өзіне. Сосын деген не болды деп өтірік сұраған. Содан кейін есің кім дегенде өз есімін айтқан, сөйткен. Содан кішкене отыра тұрайық деп отқан. Сосын бүйтіп жай құран оқыса анау бүйтіп деп күліп бастаған ғой. Деп күліп бастаған. Қайттан ба? Қайттан деп күліп бастаған өзінен өзі. Қайттан не істесе, қайттан құран оқып, аятыл күрсиді оқыса, қайттан ол ашуланып, қайттан сөйтіп ішінен 3-4 жын шығарды деді ғой. Бір адамның ішінен Бір адам ішінен, иә. Аналар күліп, еще каждыйында дауыс өзгере береді деді ғой. Бірсе андай дауыс, бірсе жіңішке, бірсе жуан, сондай бір түрлі дауыстар деді. Сондай деді. Андай жын шығарған кезде осы кейбір киноларды көресің ғой, сол кезде дауысы двойной дауыс болып кете ма, өзінің дауысына араласып бір дауыс шығады, сондай бола ма, типа, или примерно өтірік нәрсе ма? Ол шын дауыс өзгереді, өйткені олар өз даусымен сөйлеп бастайды ғой. Ішінде полный жаңағыдай нені алса, адам уже бағындырып алса, олар өз даусымен сөйлейді сразу. Бірақ оларда андай не ғой, хитрый дейді ғой, оларда үндемей отыру да мүмкін, либо әдейі ананың дауысын келтіру мүмкін. Ну, в целом, имамдар біледі ғой қалай не екенін, оқып уже аналар шын келбетін көрсетеді ғой. Сол кезде анау қорқып кеттім деді, жаңа дауысын естігенде. Но сосын андайлар болады ғой, типа күре тамырдан бүйтіп екі күре тамырдан қысып тұрып талдырады ғой адамды. Кейбіреулері талмайды дейді, кәдімгі талмай отырады да талып баратқанда ішіндегісі оянады дейді, типа. Сонда ішіндегісі не үшін оянады деймін да, типа өліп баратыр деп ойлай ма, или сен мені өлтірмекшісің ба, мені не істеп қинамақшысың ба деп ояна ма, или қалай. Мысалы менде сондай случай болғанша сөйтіп күре тамырдан қысып отырып, мен талдырған базар жоқ ше, 7 рет па талдырған, короче. Из-за того, что тіл көз тиген ба, в общем, сондай бірдеңе болған менде, ол кезде арықтап быт-шыт кеткен болатын. Сол кезде сөйтіп істеген кезде білмеймін, таламын мен, кәдімгідей көзім бүйтіп қарауылтады да, көзімді ашсам жерде жатамын. Ана жаңадан туылған бала ұқсап ше, оянамын да. И бірақ денем бүйтіп дірілдеп жатады кәдімгідей. Ішімнен ұстап, сипап, в общем, құран оқиды да, тұр деп, ля иляха илlallah деп айт, Мұхаммед Расулалла деп айт, бисмилля деп сөйтеді да, соны айтам. Соны отыра бер дейді жаңағындай. Бірақ кейбіреулері кіреді да кәдімгідей, мен көзім алдында жаңағы кіреді да, оқиды, анау кәдімгідей, мынандай да, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастайды, сол кезде ақ деп андай пакет ұстап кіретіндер бар, уже дайындалып ше, отырады да бүйтіп, оқи бергенде ақ деп құсады, короче, кәдімгідей, бірақ дым шықпайды. Сонда оқиды да, бірақ білмеймін, анандай, в общем, лоқсиды да, бітіреді ғой оқып болғаннан кейін, рахмет дейді да, шығып кетеді, жеңілдедім. Ол ненің белгілері ғой, сиқырдың жаңағыдай. Адамға сиқыр жасалады ғой, например, біреуге, ол уже құран оқыған кезде бірдеңке болады обязательно. Біреулердің басы ауырып кетеді, біреулер құлағы ауырады дейді, біреулер шыдамай анелді ашуланып кетеді дейді. В общем, сондай сиқыр либо сондай бірдеңкеге ұшыраған адамдар обязательно құранды естіген кезде бір реакция береді. В любом случае. Құсу жаңағыдай, например, сиқыр әр нәрсеге жасалады ғой. Біреу андай болсын, біреу ауырып қалсын, біреу бүйтсін, біреу ажырассын, сондай нәрсе жасаған кезде сондай нелер, явлениялар бар. Сөйтіп құран оқыған кезде. Соның бірі сол құсады сөйтеді. Құсады, лоқсиды, короче. Мен де бір не естігем тоже, что бір сиқырға ұшыраған біреуді. Ана больницаға, короче, ауырған ғой, қатты, үйінде бала шағасы бар. Ауырған қатты, одан кейін жаңа больницаға барса, сен еш жерге алып тұрған жоқ деген ғой. Не істеп білмейді, қандай не диагноз бере алмайды, короче. Түсінбеген, сол емшіге барса, емші қарағанда сенде ештеңе алып тұрған жоқ деген. Түсінбеген, сөйтіп имамдарға бар, сөйтіп жүріп білсе, сосын сиқыр жасалғанын біледі, короче. Содан кейін анау аятыл күрсиді оқиды оған, ол кішкене бір түрлі болады. Содан кейін айтады ана имам, өзің аятыл күрсиді 2 сағатта оқы үйде дейді. 2 сағатта оқы, сөйтіп күнде оқып жүр дейді, короче, аятыл күрсиді. Сосын ана жігіт уже үлкен кісі ғой. Аятыл күрсиді өзіне оқып атса, короче, аналар жаңағы сиқыр жасаған кезде жынды жібереді ғой, например. Сол уже көңілін бөліп өткен ғой, например, кіші дәретке барғысы келіп кетеді, ұйқысы келіп кетеді, там шөлдеп кетеді, сөйтіп отвлечение болады обязательно. Олар сөйтіп алдайды, либо бір ой келеді, короче. Намаз оқып атқанда сондай ғой, анан болмайтын нәрсені ойлап кетесің ше. Сол сияқты тура сөйтіп аятыл күрсиді оқып атқан кезде сондай дейді. Бір кезде кіші дәретке барғым кете береді дейді. Либо ұйқым келіп көзіне ілініп кете береді дейді. Сосын жаңағыдай 2 сағат тоқтамай аятыл күрсиді оқыдым деді.
бір кездер моментально құстым деді ғой. Қан құсқан, қан андай қою қандар құсқан. Ана балалар көріп сразу больницаға апарған ғой. Больницаға апарса дым ештеңе болмаған, еш жері ауырмаған, диагноз ештеңе жоқ. Сен ішерінен қан кетпеген. иә, саусың деген ғой. Сөйткенде уже жеңіл өзін жақсы сезіне бастаған. Одан кейін сөйтіп 2-3 күн қайталаған, 2-3 күн бойы құсқан ғой. Сөйтіп оқиды, құсады, короче. Сонда аятыл курсиді 2 сағат тоқтамай оқисың. Оқиды. Короче, намаз оқығанда сен обязательно отвлекать ететін бір жын бар. Оның мақсаты только сол, короче. Атын ұмытып тұрмын, атын білетін. Например, қабірді сұрайтын Мүнкар Накир ғой. Сол сияқты оның аты бар, тоже ұмытып тұрмын атын. Сол обязательно сөйтеді. Сен намазға келдің, болды, сен полностью отвлекать етеді. Намазға тұрсың, болмайтын нәрсе ойлап кетесің. Ол қандармен жүреді ғой жындар. Қандармен жүреді. И сен бүйтіп намаз оқытасың, менде де болады, мен өзі даже бүйтіп. Соны бірінші рет оқимын ғой, мен мешітте оқып жүргенде кітап бар еді біздің мешітте. Жындар туралы, періштелер туралы бүкіл жайлы информациялар. Домовой адамдармен бірге тұратын жын деп жазылып тұрған. Короче, полный сол әртүрлі жындар бар, періштелер, кім қандай мақсат, тозақтың періштесі бар. Сол именно соны оқып қалдым, короче. И айтады, сен намазда тұрсың уже, рухта тұрсың сразу. Бастайды анау. Құлағыңа ой жібереді, бүйтіп бірдеңе ойлап кетесің. Ананы өшірдім ба, ананы істедім ба, ананы не болып кетті, ана мама қайда, ана ой болып кетеді. И не істеп жатасың, сен оқып жатқан сөзіңді бөледі, короче. Либо бір звуктық издавать етеді обязательно, чтобы сен намазың бөліну үшін, короче. Оның мақсаты сол. Білесіз, сондай мақсат беріп қойған оған. Сен любой намаз оқитындар сөйтіп бұзып отырасың деген. Оған үйреніп кеткендер де бар шығар, уже. Бар. Тырс етеді, значит, сол ғой деген сияқты. Мен бір кісілерді көргенмін, ондайға мән бермейді даже. Даже біреу кіріп жүрсе де спокойно отыра береді. Қатып қалып оқиды ғой. Вообще көңіл. Мен бар ғой, реально сөйтіп оқып, мен даже постарался сөйтіп оқып. Қазір бірдеңе болып жатса, сөйтесің басында. Мен қазір бірдеңе болса, тырсылдаса, біреу алдыма келіп көзіме бүйтіп қарап тұрса, мән бермеймін деп ше, шыны керек бар ғой. Аллаху акбар дейсің, тырс етме дейсің болды. Бүкіл сөзің кетеді ғой. Миыңнан шығып кетеді ғой бүкіл сөзің. Не болды мынау дейсің ғой. Алла, бір өзің кешіре көр дейсің, шығасың. Ары бері бүйтіп қарайсың, бисмилля, уже терлейсің ана жерде. Қайтадан тұрасың, Аллаху акбар дейсің, уже бірдеңелер шытыр ете қалады. Ол кезде уже сәл мән бермейсің ғой, жоқ, ол емес, ол нормально, бәрі нормально. Сол кезде уже мен білмеймін, бір рет, короче, намаз оқып отырмын ғой, үйде. Ол кезде 5 уақыт намаз оқимын. Үйде оқып жатқан кезде Аллаху акбар деп сәжде ма рукуға тұрам. Сол кезде кәдімгідей білмеймін, тура диван жақтан, міне диван тұр, міне мен оқып жатырмын, міне диван тұр. Диван жақтан біреу ей деген сияқты болады ғой маған. Деп ше жаңағындай. Йо-майо, сәждеде жатып қалған соң былай. Бүйтіп жатырмын ғой. Кім мынау деймін ғой, короче. Сонымен жаңағыны айтам, тұрам, Аллаху акбар деп тұрам. Сәлем беретін кезім ғой. Ассаламу алейкум рахматулла деп бүйтіп қарап аласың ғой, информация жинап аласың ше, біреу бар ма деп ше. Расында мына жақта ешкім жоқ, значит, мына жақта дейсің да. Ассаламу алейкум рахматулла. Үйде қарайсың, арт жағыңа бүйтіп қарайсың да, Аллаху акбар, Аллаху. Астағфирулла дейсің, ана оқиды. Әумин дейсің. Сонымен мен білмеймін не екен, бүкіл намазда менде сондай ше. Содан бір случай болған, мен оны подкастта айттым ба, айтпадым да есімде жоқ ше, точно, бірақ жатырмын. Төсекте бүйтіп диван, мынау диван, мына жерде есік, мына жер пустой жер, диванның ар жағы пустой заттар жинап тастағанбыз. Сонымен бүйтіп телефон шығып жатырмын, короче, бүйтіп телефон шығып жатырсам, кәдімгідей көзімнің мынау боковой зрение дейді ғой, боковой зрениемен мен көріп тұрмын, диван жақтан қап-қара бір ұзын бірдеңе көтеріледі былай. Айтайын ба, тура хиджаб ғой, прям ана паранжа бар ғой, тура сондай, қап-қара паранжа, біреу көтеріліп жатыр. Мен телефонға қатқан күйінше қатып қалдым, короче, осылай. И бүкіл вниманием анада ғой, короче, бірақ қараңғым келмейді, боковой зрениемен вниманием сода. Көтеріледі да, потолокқа басы жеткен кезде басы потолоктан бүйтіп барып бүйтіп маған қарап тұрады, короче. Йо-майо, ана жерде мен бүйтіп телефонда жатырмын. Андай ғой, жатамда. Мам деймін ғой, короче. Мамам көрші комнатада, екеуі ұйықтап, мен бөлек комнатада. Үндемейді. Анау бүйтіп тұрып, әлі осылай. Қап-қара паранжа, мен көріп тұрмын анан кәдімгідей.
пап деймін, короче, әке деймін, үндемейді. Көке деймін, братан шақырамын, үндемейді. Комнатаның есігін жауып тастағам, пысық еще ана комнатаның есігінің астында мынандай тесік болады, шел болады, соны даже простынямен тақап тұрып жауып тастағам ғой. Естілмейді, а без шумка, короче, комнатаның іші. Жатырмын бір кезде. Не керек енді? Бисмилля деген сөз естен шығып кеткен, уже қорыққаннан. Аяқ істемейді. Тіл уже Тіл уже байланып қалады. Сонымен тұрдым да, болар іс болар. Бүйтіп қараймын ғой. Қараған кезде жоқ болып кетеді. Бүйтіп қарап тұрамын, бүйтіп қараймын, жан-жағыма қараймын, бұрыштарға қараймын, ешкім жоқ, короче. Сонымен жаймен орнынан тұрамын да, простынядан бүйтіп балам да залға кетіп қаламын. Ана комнатаның жатында тасташы деді ғой мынау. Содан мен осы недавно ғана сол комнатаға кірдім қайттан. Бір апта болып қалды ма, сол жақта қайттан ұйықтап жүрмін ше. Ештеңе болып жатқан жоқ, құдай сақтасын. Полный конструкциясын несін өзгертіп тастадық. Диванды былай қойып тастадық, в общем, полный өзгертіп тастадық. Оған дейін залға жатып жүрдім. Залда ты че, ТВ-зона там, PlayStation ойнайсың, жатып ал, рахат. Ана комнатаға барғым келмей қалды уже. Мен үйде жалғыз қаламын ғой иногда. Аптасына бір рет, либо айында бір рет болып қалады. Үйде жалғыз болатын кез. И встречаю ғой всегда. Обязательно көзге көрінеді ғой. И андай кәм емес, көлеңке болып көрінеді обязательно. Жатасың, бүйтіп телефонмен ойнап отырамын. Фук өтіп кетеді. Байқап қаламын бүйтіп. Тоже сол боковой зрениемен. Либо көз алдымда болады, либо боковоймен қарап қаламын. Кәм фук өтіп кетеді. Білдіртеді өзім бар екен олар. Мен бүйтіп телефонды өшіремін да, как құран қосамын деп айтамын дауыстап просто. Как құран қосамын деймін да, қайтадан ойнап жатамын. Қайтадан тұқ өтеді, Бақара сүресін қосып қоямын ғой сразу. Сөйтіп ұйықтап қаламын. Сөйтіп даже кеше де жалғыз қалдым, и бүйтіп сол иығыма жатып ойнап жатырмын, бүйтіп қарап қоямын, фук өтіп кетеді. Ой дедім ғой сразу. Уже страх алады. Мә, десем білмей, ладно, ойнап жатырмын. Құлағыма наушнигімді тақтым да ұйықтадым сөйтіп. Бақара сүресінің қостым. Ұйықтап қалдым сөйтіп. Сөйтіп ұйықтадым. Мен білмеймін неге, бірақ менде сондай болады екен, оказывается. Мен шыны керек, енді қорықпаңыздар, бірақ менде сондай бір қорқыныш бар ма, білмеймін, мен Құранның сөзінен қорқамын. Реально. Жоқ, мен өмірде тыңдағаннан қорықпаймын, мен түнде тыңдағаннан қорқамын ше. Андай атмосфера, иә. Мен вообще уайымдамаңыздар, андай ойбай мына іште бірдеңе бар, Құдай сақтасын, Алла сақтасын ондай. Мен Құранның сөзін наушникпен аятул курси, әсіресе жаңағыда Ясин сүресі, Ясин сүресінің күшті оқылған несі бар. Құран жүрегі дейді ғой. Иә, соны тыңдаған жақсы көремін. Тыңдаймын мен, мен одан бүйтіп деп қорықпаймын. Вот түнде Құран қосасың ғой, жалғыз қараңғы комнатада уже андай андай атмосфера болып тұрады да, мен қабірде жатқан жоқпын ба деп андай не болып жатыр деп сұралып кетіп жүрмеймін ба деп андай я еще не готов деп қойып. Сондай бір атмосферадан көшіріп тастайсың да бүйтіп. Кейде уже қатты қорыққан кезде свет жақып қоямын да, сонда қосып қойсаң уже не страшно да. Қараңғы комнатада қоссаң. Мен де сөйттім ғой, залдың светін қосып қойдым, екі отражение түсіп тұрды да ұйықтадым ғой. Қорқамын, қап-қараңғы кеткенде слишком қорқынышты болып кетеді. Түнде жалғыз қалып қалады жаңағы бала. И уже енді ұйықтайын деп жатқанда шкаф қиқ деп ашылады ғой, короче. Үйде жалғыз, ол түсініп тұр, үйде жалғыз екен, сразу уже анау ұйқысы қашып кеткен, уже түсініп тұр ғой, бірдеңке бар екен, бүйтіп қарайды, шкаф натуре ашық тұр дейді. Бүйтіп қайтадан залдың светін қосып қойдым, жаттым. Телефонына бүйтіп құлағым жанына кішкене дауысын шығарып Бақара сүресін қосып қойып жаттым дейді. Бір примерно 15-20 минуттан кейін факты бір пауза қойып қойған дейді ғой. Біреу. Ешкім жоқ, просто пауза, өзі емес, өзі уже бүйтіп просто тыңдап жатыр да, ұйқысы келіп. Пауза бір қоя салады дейді, ютубтан кәдімгі. Анау бүйтіп тоқтап қалған түсіп алды, не сет тұтамай қалды деп загрузка болады деп қарап қалса, жоқ, паузаға қойылған дейді. Ана жерде анау вообще қорыққан, қосқан қайтадан дауысын шығарған, сөйтіп көзін жұмып әрең бүйтіп отвлекаться етпейін деп жатқан қайтадан сондай уақыт өткеннен кейін паузаны қоя салады дейді. Вот басқа ештеңе болмаған, паузаны қоя салады. Құран қосса, болды паузаны қойып тастайды дейді. Оларға енді ұнамайды ғой, бір амалын табады ғой оларда. Мен, короче, бір рет ауырдым да, кішкентай кезімде қатты ауырдым. Прям енді білмеймін қанша болды, температурам бір 40-39 болған шығар. Қатты ауырдым. Бұрынғы үйде, басқа үйде тұратынбыз ғой өзіміз. Сол үйде детством өткен ғой, менің балалық шағым өткен үйде тұрған кезде бүйтіп жатырмын. Мына жақта есік тұр, дәу кровать, кәдімгі маған сап берген барлық төсектерді мен өзім жатырмын, сол комнатада жатырмын, ауырып жатырмын, ешкім кірмейді комнатаға, жұқтырып алмайшы деген сияқты. Қиналып жатырмын, короче, бүйтіп көзімді ашсам да есік жаққа қараймын ғой. Есік жаққа қарасам,
мен білмеймін, галлюцинация ма, ол түсінбедім. Менің ойымша галлюцинация болды, бірақ көргенімді айтып жатырмын да. Есік, короче, жабық тұрған есік ручкасы басылады да былай, кічік деп бүйтіп ашылады есік. Полный емес еще. Бір мысалы жабық тұрма, мынау осылай ғана ашылады. Болды. Сөйтеді да бір қол, ұзын тырнақтары үшкір, прям қолы өліп қалған адамның қолы, сұп-сұр терістері түсіп қалған. В общем, бұлай бүйтіп шығады да, бүйтіп есікке қарай қолын қояды да, бүйтеді. Андай ғой, бүйтеді ғой, дейді ғой, тытытың дейді, тытытық деп шырррррр деп тырнайды да, бүйтіп есікті жабады да, чық деп жауып қояды ғой. Ал анаң көрдім мен ауырып жатырмын еще. Мама деп жата бергем ғой. Мен дауысым қатты шығарып айқайлап, әлі жоқ менде вообще. Мама дей бергем. Соны естіген ба, мамам жүгіріп кіреді комнатаға. Кірген кезде сәл кете қалам ғой. Анау кіріп жатыр ма деп. Все, мама екен. Не болды балам, бәрі дұрыс па деп жаңағыдай басымнан сипап сөйтеді. Мама қатты ауырып жатырмын, бірдеңе көріп жатырмын, сандырақтап жатырмын, галлюцинация болып жатыр, маған көмектесіңізші деймін. Сонымен білмеймін бірдеңе қылды. Тағы мен оға дейін де ауырдым да, қатты ауырдым. Маған туған күніме кровать алып берді. Кәдімгідей детский кровать та, өзі кішкентайым. Мәзбін, төсекте бүйтіп жатырмын, короче. Сонымен ауырып жатырмын. Қатты пипес жаңағындай ауырған жоқпын. Нормально, бір гриппен ауырасың, сол сияқты ауырып жатырмын. Мына жер есік жаңағы. Тура жаңа комнатада жатырмын қайттан. Есік, кровать, и мен бұрында содан кейін ауырғанда жатқан кровать. Дәу кроватьта менің братаным ұйықтап жатыр. Үйдің ортаншысы. Ұйықтап жатыр. И андай ғой. Пс дейді да маған біреу. Шақырады ғой. Американский киноларда ше, пс дейді ғой. Бірдеңе бір оң құлақ жағыма естіледі. Мен ойладым, братан тұрған шығар ұйқысынан деп. Содан бүйтіп басымды бүйтіп бұрамда мына жаққа бүйтіп қараймын ғой. Енді құрметті көрермендер, сіздерге ондай көрінсе не себепті болды мен білмеймін. Себебін білсеңіздер айта кетіңіздер. Мен кішкентай кезімде болған ғой енді. Содан бүйтіп басымды бүйтіп бұрып қарасам, сенесің ба? Құдай тұр ғой төбемде. Әппақ матаға оралған, өлген адамды орап тастайды ғой ақ матаға. Қолың бәрін бүйтіп орап тастаған, басым бүйтіп ашып қойған, басым түйіп тастаған. Менің тура братанның үстіне жатып алған, короче, бүйтіп. Тура прям бүйтіп ұзыннан жатпаған, крест сияқты жатыр да, плюс сияқты ше. Менің братаным түзу жатса, ол былай жатыр да, короче. Братаным үстіне бүйтіп жатып алған. Пс дейді да. Ей дедім, ё-майо, не болды мынау дедім да. Тілім жұтып қойдым. Тілім жұтқандан деп емес, тілім сезбей қалдым, сөйлей алмаймын, қорыққаннан жатырмын, көзім бақырайып кеткен. Бір уақытта анау бүйтіп тұрады да, маған қарай бүйтіп қарайды. Түрін көрдім, бірақ анық емес. Бүйтіп маған бүйтіп басын бұрып қарайды да, қарап жатады. Мен сөйлей алмаймын. Бүйтіп жатады, кәдімгідей өлген адам анау. Бүйтіп жатады да, басын қайттан бүйтіп көтереді да, бүйтіп потолокқа қарап жатыр. Братанның үстінде жатыр. Реально анау жатыр кәдімгідей. Анау елес болса екен мақыл. Жатыр кәдімгідей. Не мынау деймін ғой. Ойлашы, соны көріп жатып ұйықтап қалған. Бүйтіп жатып ұйықтап қалған ғой, сөйтіп жатып. Братанды ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр ол да. Қорылдап ұйықтап жатыр. Сөйлей алмай жатырмын ғой мен. Әлі жетпейді, әлсізденіп кеттім да бүйтіп барып фук деп ұйықтап қалдым. Таңертең тұрдым, қарасам братаным әлі тура солай ұйықтап жатыр. Тұрдым, сразу мамаға бардым, айттым, осындай нәрсе көрдім мен түнде дедім. Не болды дедім. Жақсылыққа болсын, анау түс түлкінің бағы дейді, ондай ештеңе. Просто қатты ауырғаннан көрінген ғой деген сияқты сөйтіп айтты. Ата-аналар всегда сөйтеді. Менде де сөйтіп сұрасам, ей дей салады маған да. Сөйтеді всегда. Менде мынандай болды. Мен бір түнде 3 рет бастырылған. 3 рет бір түнде. Бізде былай ғой, папам таңертең сағат 5-те обязательно тұрады. 5:30-ға дейін жаңағыдай жуынады, тамағы шай ішеді, и 5:30, 5:40-тарда жұмысына шығып кетеді. Мен ол кезде үйіміз кішкентай, ол кезде мен ол кезде сол жылдары 15-14 жыл кезде мен қатты Құранға жақын кезім да, сол үйреніп жүрген кездерім ғой. И папа 5-те оянады да, білесіңдер ғой папа қалай оянатынын, түшкіріп, айғайлап, жөтеліп сөйтіп оянады ғой. Содан оянып кетемін мен де, бүйтіп қарасам, есік қой, залдың есігі, ар жақта кухня, соның жарығы түсіп тұр бізге қарай. Мен сыра түсіндім, папа оянғанын, жатырмын, бүйтіп телефон қарап жатырмын. Папа жаңағыдай жуынады, шайын ішеді, киінеді, есікті тарс жабады, жаңағы кухняны сөйтіп өшіреді да, одан тарс жауып шығып кетеді. 5:40 болып жатыр сағат, телефон қараймын, 5:40 болып жатыр.
Мен де ұйықтайын, 7:30 сабаққа бару керек деймін, мектепте 8-ші класс па 9-ші класс оқимын примерно. Есік жаңағы телефон жабамын, есік жабылады, оң иыққа жатамын, оң иықпен. Көзімді жұмып жатырмын, примерно бір 5 минут өткен шығар. Жатырмын, құлағым бітеліп бастайды бірінші. Құлағым бітеліп бастайды. Пшшш деп құлағым бітеліп қалады сразу. Естінемін, артынан біреу келгенін сеземін кәдімгідей. Қолы бүйтіп арт жағынан тартып қақындырады, короче, натуре. Мен ұйықтаған жоқпын, біреулер айтады ғой, типа сонный паралич деп андай, типа сознанияң ояу, денең ұйықтап жатыр деген. Жоқ, ондай болған жоқ. Мен реально ояу болдым кәдімгідей. Оң иықпен жатқан кезде кәдімгідей келіп, бүйтіп неяқпен қолын көтеріп отырды да, тартқа қарай сразу. Деп дем аламай да қалдым, вообще қозғаламай да қалдым мүлдем. Бисмилля деп резко қарасам, жоқ ешкім. Примерно бір 10 секундтай қылқындырды ғой. Қылқындырып барып, уже оянған кезде ешкім жоқ болды артында. Жоқ, артқа қарап қалған кезде ешкім. Ояу болдым уже, просто көзім жұмып жатқан кезде. Ұйықтап та үлгерген жоқпын. Примерно сондай болды. Сондай случай болды сондай. Мен де осы тура жақында ғана бастырылдым. Осыдан 4-5 күн ба бастырылдым мен. Сонымен кешкі уақыт жаңа ешкім ұйықтамаған. Просто кешкі уақытта ұйықтап қалдым мен. Адам ұйықтамайтын уақытта ұйықтап қалдым да. Жын шайтандардың соғысы болады дейма бірдеңе дейді ғой. Уже шығатын кездері болады, кешкі уақыт. Сол кезде ұйықтап қалдым. Ұйықтап жатырмын, андай ғой менде диванның былай бітетін жері болады ғой, қол қойып отыратын жер ше, былай. Сол жеріне басымды бүйтіп түзуінен бүйтіп тақағамда бүйтіп жиырылып ұйықтап қалғам. Короче, басым бүйтіп жиырылып ұйықтап қалғанда. Сонымен андай көзіңді ашсаң, сен бүйтіп жатсың ғой, бүйтіп жатсың, сен аяқтағы, артыңдағы заттарды көресің, потолок көресің, болды. Сол ғана. Сөйтіп жатқан кезде прям тура сен сияқты сезем. Құлағым андай болады, бір суға басыңды батырғанда дейді ғой құлағың, тура солай болады да, денем бүйтіп диванға батады, короче. Ауыр болып кетемін мен, металл сияқты ше. Диванға бүйтіп батып кетемін да, жатқан кезде тып-тыныш болып қалады. Сөйтті мен прям естимін, ана мамалар сөйлеп жатыр ар жақ. Пақан екеуі четко естіп жатыр, не айтып жатыр, не әрпіне деймін прям. Деп жатырмын, әңгімесін тыңдап жатқан кезде прям сеземді арт жағымда біреу тұр. Прям адам сезеді ғой менің артымда, бүйтіп қарайсың ғой, кімсің сен деген сияқты. Прям сезіп тұрмын, біреу тұр менің артымда. Сонымен бүйтіп жатырмын, бүйтіп көзімді ашам, бүйтіп қарасам, 4 бұрыш нәрсе тұр, короче. Шаш көрем басында. Шаш көремде рез көзімді жұмып аламын. Сонда бірдеңе айтайын десем, айта алмаймын, есіме ештеңе келмейді. Аятул курси ұмытып қалғам, уже есімде жоқ. Қазір бар енді, ол кезде прям именно бастырылғанда есімнен шығып кеткен қорыққаннан. Фатиха сүресі келмейді аузыма, бисмилля деген сөз дейді, есте жоқ. Жатырым бүйтіп бірдеме оянсам екен, мынау қайттан басталды ма, қайттан оқытылам ба енді деген сияқты сондай ойлар ғана келіп жатыр да. Сонымен бір уақытта бүйтіп қайттан мен көрем дедім бұның не екенін. Өйткені мен всегда бастырылғанда көзімді ашпайтынмын никогда. Осы жолы мен ашамын көзімді дедім. Прямо бүйтіп бүкіл күшім жинадым да көзімді прям бір көзімді бүйтіп аштым, мына көзі ашылмайды дұрыс. Бүйтіп аштым да бүйтіп қарасам, мынандай ғой, басы 4 бұрыш, тура Майнкрафт сияқты ше. Андай басы 4 бұрыш, бүйтіп шаштері андай болады ғой, бір жұлба шығып кеткен шаштер болады ғой. Сондай бүйтіп екі жаққа кеткен, бүйтіп маңдайына каре сияқты бүйтіп жауып тұр маңдайын. Аузы андай, қалай айтсам болады, аузы дәу енді анаң ше, бүйтіп езуі мінерге дейін жетіп тұр ғой, күліп тұр да маған жымиып деп тұр. Тістерін көріп тұрмын. Андай мұрны пұшық прям андай болады ғой, кішкентай мұрындар. Сондай мұрында, бірақ көзі мынандай кәдімгідей. Көзі мынандай. Бақ көзі ортасында қарашығы дәу ше. Басы 4 бұрыш. Сол маған бүйтіп қарап тұр да, жымиып тұр прям. Мен ананың көзіне де қарап тұрмын ғой, былай кәдімгідей көріп тұрмын ананы. Тұрамда бір кезде андай досым маған кім екенін айтпай қойын атын, класстасым. Көріп отырсың ғой қазір подкастты. Бүйтіп айтқан маған ше, сен оянасың ба дегенде, оянсаң аузыңды аш деген маған ше. Аузыңды прям тақансаң аш деп. Сонда нервтарың ойнайды да, бүйтіп оянып кетесің деген. Мен қатты оянғым келді да ана ситуациядан кейін. Андай болды да, прикол болды да, просто өзімде бастырылып жатып күліп жатырмын ғой ше. Мынандай да, деп ашам ғой аузымды. Десем уже нервге жеткен кезде, деген кезде мына жердегі бүкіл нервтардың бәрі дірілдейді ғой прям. Дірілдейді, ана аша алмай жатыр ғой енді деп жатырмын да, мен дірілдейді кәдімгідей. Сонымен
күліп жіберемін короче деймін да қайта десем дірілдеп кетеді мына аяқтың бәрі. Сонымен ойда анау да мен қазір аузымды ашсам мына аузыма кіріп кетсе не болады, и вообще қорқып қаламын, түңк деп жауып аламын аузымды. Сонда өзімнің бұрынғы методымды қолданамын короче. Мына естідің ғой, осыны бите бердім да короче, оянбаймын, көмектеспейді короче, бүйтіп жатырмын көмектеспейді. Бопты дедім, оянармын өзім дедім короче, главное маған тиіспесінші дедім. Жалпы жаттым бір кезде, дедім да ояндым, бүйтіп былай қарадым да былай қарап жатып жатқаным сол еді, қайттан кетіп бара жатырмын да, уже құлағым жыбырлап ше, гүрілдеп дедім да қайттан бүйтіп орнымнан тұрып алдым резкіше. Сонымен тұрдым да кішкене отырдым, бардым, бет қолымды жудым. Сонымен мамалар ұрсып отыр маған, сен неғып кешкі уақытта ұйықтап алғансың, тұрмайсың ба орнынан? Сонымен айтам, бастырылып қалдым мен деймін. Сен конечно бастырыласың, кешкі уақытта кім бастырылмайды, мынандай уақытта кім ұйықтайды дейді да. Түнде ұйықтамайсың ба? Түнде енді не ұйықтайсың дейді. Түнде реально ұйықтай алмадым. Сағат 2-ге дейін ба 3-ге дейін ұйықтаған жоқпын мен вообще. Сондай случай болды менің басым өткен. Адамдар қайтыс болып жатқанда дейді да, көзіндегі пердесі миллисекундқа ашылады екен. Ашылады. Например, қайтыс болғанда бүйтіп неге көзі былай жоғары қарады десең, жаны шығады ғой. Осы жерден шығады дейді да, сол өз жанын көріп өледі дейді ғой. Өзінің жанын көреді. Иә, өзін көріп сөйтіп қайтыс болады. Енді тағы бір история бар менде ше. Ол оқиға менің басым өтпеген. Ше, біздің Қазақстанға даже қатысы жоқ оның. Ол оқиға Индия елінде өткен. Точно Индия елі ма, Индонезия елі ма, білмеймін точно. Сондай бір Индияға ұқсас ана кісінің түрі бар даже. Мен қазір фотосын мүмкін экранға шығарып қоярым. Примерно осы кісінің басынан өткен оқиға. Бұл кісі әнші болған. Мүмкін сен естіген шығарсың, Олжас. Андай әнші болған. Әлемге танымал болмаған, сол өзінің мемлекетіне танымал әнші. Біздік сияқты Қайрат Нұртас деген сияқты сондай бір. Бірақ әйел кісі. Сонымен енді әнді деген жібереді, жанды дауыста да күшті айтады. Барлығы енді ол кез қай жыл 84-ші жыл ма 74-ші жыл ма сондай, ол кезде телефон жоқ дейді, ол кезде хаттар только қағазбен. Сонымен бір концертте өте бір күшті әнін орындайды, жаңадан шыққан, сөйтіп күшті орындап береді. Бір кісіге ұнайды сол ән. Сонымен концерттен қайтады ғой бәрі, қайтып жатқан кезде жаңағы әншінің менеджері арқылы, көмекшісі арқылы сол әншіге шығады связға. Сөйтіп әншімен жеке қалып сөйлеседі, сөйтіп айтады, бізде бұйырса осындай жерде, осындай адрес бойынша үйлену тойы болады, жаңағыдай үйлену тойы. Соған келіңізші, өтініш, бір-екі әніңізді орындап кете аласыз ба, ақшаңызды аямайым, төлейміз дейді. Сонымен жаңағы кісі өзінің гонорарын айтады, хорошо, келістік, смело, енді ондай ақша бар дейді. Болды, келістік, қол алысады, адресін береді, қағазға жазып, телефон номер деп ғой, қағазға адресін жазады да береді де кетеді уақытысымен ше. Ана кісі хорошо деп қалады, әнші кісі. Бірақ әнші кісінің айтып жеткізгені бойынша бұрында айтқан оқиғасы ол бір түрлі кісі болды дейді да, слишком бір түрлі кісі. Адам емес сияқты анау дейді. Бірақ адам. Басқаша инопланетян сияқты бірдеңе короче. Бірақ адам кейпіндегі бірдеңе сияқты дейді жалпы. Сонымен кетті дейді. Бір кезде жаңағы кісі сол концерттің бәрін бітірген соң, сол числоға қарай ешқандай план құрмай, сол уақытқа тәмамдап, өзінің көмекшісі арқылы барады сол үйге. Барса, кәдімгідей коттедж сияқты, үлкен, жаңа үй прям деген енді анау. Кәдімгідей істеп тастаған. Иә, кәдімгідей прям оформлениясы мықты, алдында фонтандары бар, бассейні бар, мықты үй ше. Ана кісі қатты қызығады, мен бұл үйге кіріп көргім келіп тұр деген сияқты желаниемен кіріп кетеді, ештеңе қарамай. Кіре берісте екі кісі күтіп тұрады. Екі кісі, саламатсыз ба, келдіңіз ба, жаңағыдай, кіріңіз, келіңіз, төрлетіңіз деп жаңағыдай кірсе, жаңағыдай кірген жерде андай Индия Ананди дегенді көріп пе едің? Келін деген. Үйіне кірген бетте дәу қол болады ғой, білесің бе? Андай тамақ ішеді, сол жерде лестницасы болады, тура сондай үй короче. Кірген бетте бүкіл жерде стол, тойхана сияқты как будто, бірақ үй ана. Үй үлкен. Стол. И бүкілі қап-қара киініп алған. Бәрі, ешқайсысы әртүрлі қызыл, ондай разный цвет, бәрі қара киініп алған, как будто похорон сияқты да. Жерлеуге киген сияқты, сондай киініп алған. Кейін жаңа кісі түсінбейді, қайқа келін, не болып жатыр деген сияқты. Бірақ оның бәрінің вниманиясы үй ғой, короче, мына жерін күшті жасапты, қанша тұрады екен, интересоваться етіп. Ана кісімен бәрі сөйлесіп, жаңағыдай, вау, это вы да, жаңағыдай, сіз ба, реально сіз ба, давайте бүйтейік, давайте сөйтейік деген сияқты, жаңағыдай, ертең біздің тойымызға келіңіз деп сөйтіп енді бірдеңесін қылып жатыр. Ана кісі енді прям шоке да, аналар кәдімгідей күшті қарсы алып жатыр ананы. Ал на самом деле олай қарсы алмаған ол кісіні ешкім. Күшті қарсы алып жатыр. Сосын уақытысы келеді, сахнаға шығады.
кішігірім сахнаға подиумға шығады да жаңағыдай ал құрметті көрермендер индияның тілінде білмеймін ғой енді деп ұрып жатыр ғой. Сол микрофон ұстап алған жаңағыдай әнді ұрады, короче. Әнді жіберіп бәрі билеп жатыр. И анандай дейді да, менің бүкіл вниманием кейбіреулер көзін жұмып тұрып айтады ғой, анда беріліп айтып жатқан жерден фук деп миымнан шығады дейді. Өзімнің тәнімнен шыққан сияқты болдым дейді. Сол кезде андай көзім ашылып ән айтып жатырмын, аузым өзімен өзі жыбырлап жатыр. Кәдімгі жанды дауыста ән айтып жатырмын, бірақ көзімнің бәрі аналарда дейді да, жаңағыдай. Қарасам, аналар не то нәрсе билеп жатыр. Менің музыкамның ритмына да келмейді. Әнімнің ритмына да келмейді. Быт-шыт билеп жатыр, короче. Бүйтіп бір-бірімен бүйтіп ана Блейдтағы ұқсап, Блейд деген кинодағыдай вампирлар ұқсап бүйтіп билеп жатыр. Мен діккіс деген өлең айтып жатырмын, олар бүйтіп вальс билеп жатыр дейді да, түсінбеймін дейді. Рахаттанып жатыр дейді бірдеңеден. Сонымен мен түсінген жоқпын дейді. Әнімді айта бердім дейді. Қойшы, ақшамды алсам болды деген сияқты. Нормальный гонорар беріп тұр, нормально. Сонымен ән айтып біткен уақытта андай енді иіліп не істейді ғой, рахмет дейді да, иілген кезде аяқтарына қарайды ғой аналардың. Аяқтарының бәрі қисық. Аяқ киімдерінің бәрі теріс киіп алған. Бір адам емес, бүкілінің аяқ киімі теріс. Жындар. Бүйтіп иілген күйінше қалып кетеді да, жаймен тұрады да, рахмет дейді да, үйден зытады. Сол кезде ана кісілер қалсаңшы деп сөйтеді ғой, аналардан наоборот қорқып отырған осы уже біліп тұр ғой не екен. Бүйтеді, қарайды, аяғына қараса аяқтары қисық, аяқ киімдерін теріс киіп алған. Қой құрсын дейді да, сразу шығады, көмекшісі күтіп тұр ғой, енді көмекшісіне айда дейді, короче. Кетеді. Сонымен енді интересоваться етеді да, мына үйде шынымен сондай адамдар тұра ма, или сондай традиция ма бұларда, аяқ киім теріс кию деген қатты шарт етпейтін кез. Сонымен ол кісі жиналып тағы да зерттеуге барады сол үйге. Ешқандай көмекшісіз барады. Барған кезде не көреді десей, үй заброшенный, короче. Үй ондай коттедж жоқ анарда, короче. Просто заброшка. Тым жоқ, барлығын шөп басып кеткен. Старый, іші лас, екінші этажын жартысы қақпаған. Ойлаш, сондағы сол кісі сол үйге барып заброшкада ән айтып кеткен ғой. Ешкім жоқ жерде. Білмейді қалған ғой. Ұйымдастырған ғой. Татаво ұйымдастырған соншалықты ойлаш. Ё-майо. Коттедж үйге кеп тұрмын деп ойлаған ғой. Солай қымбат көлігімен қолына не ұстаған білмеймін, ағаш ұстап айтқан шығар мүмкін. Но микрофон ұстадым дейді да. Ана жерде жылап жүресің ғой, сен өзім болсам ана жерде. Конечно, ол кісі, прикинь, сол моменттен бастап мүлдем ән айтпаған. Еш жерде полный музыканы тастаған, короче. Болды деген, мен отказываюсь, короче. Музыка айту, ән айту, откажусь, короче. Ол кісі даже, білесің ба, қазір вообще неизвестно, кім ол, кім болған. Бұрында болған ол біреу, қазір ешкім емес просто. Жоқ болып кеткен просто өмірден. Соцсет, енді ол кез жас кездері ғой. Соцсет, ағайын туысқан, таныстар жоқ, ешкім просто өмірден емес былай. Біздің өмір сүріп жатқан өмірден алысқа кетіп қалған ғой. Шошығаны соншалықты да. Ты что? Допустим, мысалы, ол кісі тұрды, ән айтып тұрды, мысалы. Фук өзіне келді да, көзін ашса заброшкада ән айтып отыр. Ол вообще травма. Хорошо, что ол кетіп барып қайтып келіп көрді. Ол нәрсені күндіз ше. Ол нәрсені сол моментте оянып көрген кезде вообще басқа тема болатын еді негізі. Вот осы историядан мен шынымен оқып, жаңағыдай тиктоктан да көрдім, көбінесе басына мән бермейтін, кейін тыңдап көрейінші, не кім бұл, не әнші деген сияқты сөйтіп тыңдаған кезде бір үрейленген болатын. Осылай жаңағыдай сондай болған ба? Оны даже мен атында, информациясында мен қазір экрандарға шығарып көрсетіп жатырмын ғой, бәрі шынымен. Фотосы да бар, аты да жазылған, атын білмеймін бірақ. Қай жылы туылған, қай жылы қайтыс болған жазылмаған, бірақ қай жылы туылған, қай жылы болған ол ситуация. Википедиясында жазылған ол даже ол кісінің ше, мынандай ситуациядан кейін әнді қойып кеткен деген сияқты. И тиктокқа жазсаңыздар, типа свадьба джинов десеңіздер шығады. Свадьба джинов десеңіздер шығады. Солай болған екен. Мен андай көріп қалғам. Тоже сондай концерт бірдеңке болып жатыр, и свет өшіп қалады жаңағыдай мероприятияда.
ана камера түсіріп қалған ғой, что ана күйіп адамның көздері қызыл короче. Иә, көрдім. Соны көрген, мен де сол кезде шошып кеткен ананы көріп. Көздері, бәрінің көздері Қызыл, иә. А на самом деле обычный камера түсіріп тұр оны. Иә, еще ескі ғой, бұрын сол 2000 жылдар ма бұрынғы. Сол түсіріп отқан концерт болып жатқан кезде свет өшіп қалған кезде камера адамдар түсіріп тұр ғой. Сол кезде ана свет өшкен кезде ана көздері қызыл ғой, короче. Ё-моё. Олар жүреді адам арасында адам. Ол жындар бөлінеді ғой неге? Біреулер ұшатындар болады, қанаты бар, біреулер жануарға айналады, біреулер кәдімгі обычный жындар. Солар адам кейпіне енді жүре алатындар бар. Енді Олжас, сен біздің мысалы подкастты көрдің ғой сол уақытқа дейін. Енді Олжас біздің, яғни менің дос балам және араласатыны, және жаңағыдай өзіміздің оқырманымыз, подписчигіміз, жаңағыдай біздің подкастты үзбей көретін біздің оқырманымыз десек те болады. Енді сен біздің осы подкастта көрдің, бүкіл выпусктарын көрдің. Бәрін көрдім. Қандай ощущение, брат? Күшті, кәдімгідей өзің барың келіп кетеді, шыны керек. И андай көріп отырасың ғой, особенно түнде көремін мен әдейі. Көріп отырасың да, яғни әңгімеден натуре қорқасың. Үрейленесің, Үрейленесің натуре. бір реакция болады сенде, бір особенный реакция. Обязательно, мә деп қаласың. Тыңдап отырасың да, менде де үйдің ішінде ондай емес па деп қарап қоясың обязательно. Обязательно қарайсың. Ана Түрлі сосын. подкастты көріп отырған кездерде бірдеңелер болмай ма сенде? Мысалы, көбісі комментария жазады екен, подкаст көріп отқан кезде жаңағыдай үйде бірдеңе болып кетеді, немесе қасымда біреу тұрған сияқты болады, сондай үрей болады. Ол қорқыныштан бола ма, или сенде болып бет сондай? Менде болмады, но ол неден ғой? Шарттың атын айта берсең, олар өз атын естіп жинала береді осы жаққа. Сол үшін болады. Сол үшін мен наушникті көремін, менде. Біз мысалы студияны 3 рет ауыстырдық біз студияны. Басында жаңағы бір студияда түсірдік, көк фондағы студияда. Оның басында жақсы болды бәрі бізде. Түсіріп жүрген кезде бәрі керемет болды прям. Ал уже екінші подкастта, яғни біздің екінші подкастта басталды да проблема. Көк Толстоккадағы Алина деген қыз келді бізге подкастқа. Иә. Сол қыз келген кезде ол қыз бізге былай айтты да: байқаңдар деді, маған короче ғашық деді. Шартты ғашық маған деді. Байқап отырыңдар деді. Тисе бермеңдер маған деді. Ескертті кәдімгідей. Ешқандай не тиісетін ниет жоқ бізде. Таза ниетпен, жақсы ниетпен келіп отырық дейміз. Хорошо дейді. Бірақ тиіспесеңдер де, тиіссеңдер де, ол сендерге мешать етуі мүмкін қазір деді. Мешать етеді ол деді. Біз енді ондайға, мен өз басым, Ағабек те мен де өз басым ондай бірінші рет естіп тұрық қой, жанымызда сондай адам тұрғанын бірінші рет көріп тұрық. Реакция болады ғой бәрібір, өй деген сияқты, үрей болады. Сонымен ойда ештеңе жоқ, бопты дейміз да, тисе шығар, көреміз деп сөйтіп отқан кезде, в общем, свет өшіп қалады ғой. Студияда свет өшіп қалады ғой. Біз оны TikTokқа историяға салғанбыз еще. Бізде свет өшіп қалды деп. Сол қыздың көзі еще қып-қызыл болып жанып тұрған ол кезде де. Ол мүмкін айфонның вспышкасынан ба түсінбедім, бірақ Ағабектің көздері менің де көзім түсіп жатыр ғой, қызыл болып жанбайды да. Ана қыздың көзіне түсіргенде қып-қызыл болып, точка болып тұрады ғой бүйтіп. Сонымен андай ғой бізде өшті деп ше. Что-то бәрінде свет жанып тұр, біздің студияда свет жоқ деп барып ана кімге сөйлесеңіз, жаңағы студияның несімен, менеджермен, администратормен, извините, короче, отрубили анау, сейчас будет свет дейді. Жарты сағат күтеміз, 1 сағат күтеміз. Жоқ, сосын ана кісі шығады да: извините, можете завтра приехать, можете ничего не оплачивать, это наши проблемы, короче, мы это решать должны дейді. Сөйтіп бұрылып жатқанда свет жанады ғой. Түсіріңдер деген сияқты шығып ше, сөйтеді ана кісі: о, болды, снимайте дейді, кетіп қалады. Сонымен камераларды қоямыз, бір кезде камера өшіп қалады. Мен отырған жердің жанындағы плакаттар құлап кетеді, сондай болады, бачат боламыз. Сонымен ол сендердің тоже бір подкасттан бірдеңе құлап еді ғой. Иә. Диванда кукла ма? Иә. Бәрі жазды ғой соны. Мынау құлап жатыр, мына секундқа қарасаңдар, не қарап отырсыңдар сендер деп. Мүсін, сурет үйде ұстауға болмайды. Олар енет кейпіне. Особенно жаңағыдай кукла, мүсін, сондайларға. Мүлде керек емес. Портрет дегендер керек. Портрет, чисто андай пейзаж қойып қойсаңдар болады, табиғат деген, адам суреті болмайды. Ойлашы, мысалы сен жатсың да, бүйтіп алдыңда адамның суреті тұр, короче. Сол оживить етсе. Ана кино бар еді ғой сондай, бүйтіп езулер, бүйтіп кетеді, өзгереді ғой уже. Қолдары шыға бастайды, бүйтіп ше. Сол историяда киноның өзі де өткен, маған жаман қатты. Содан кейін вообще мен комнатамда ешқандай картина ұстамаймын да, вообще ұстамаймын. Сол мен де вообще ұстамаймын.
мысалы даже бар ғой, мысалы Абай Құнанбаевтың нелері бар ғой, портреттер ше. Кім болсын, вообще қызықтырмайды, мен ұстамаймын, болды, қойбай. Батырлардың суреттері опасно, очень опасно. Өте қатты шошып қаласың ол нәрседен. Түнде ол галлюцинация болсын, басқа жайт болсын, мысалы көзіңе басқа болып көрініп кетсе, ол болды ғой сен. Болады, менде де сурет тұрған кезде бүйтіп қарасың, бүйтіп бұлдыра өзгеріп жатқандай болады, бүйтіп жақындап қарасаң обычно. Сондай болады менде. Бүйтіп алыстан қарап тұрсаң, бүйтіп бірдеңке болып жатады, бүйтіп бұлдыра, біртүрлі жақындап бүйтіп свет қосып қараймын, нормально. Арқасы бар адамдар да болады ғой, білесің ғой, әулие дейді ғой. И менің ұстазым, жаңа Құран оқып үйреткен ерік ұстазым, бір не оқиға айтып берген. Өз көзімен өз басынан өткен, сол жігітті көрген, арқасы бар жігіт. Ол жігіт күнәні көреді. Кәдімгі адамның үстінде любой жерде күнәні көреді кәдімгідей. И ол Атыраудағы кісі ғой, ол ұстазым Атыраудан келген. И сол жақта көрген ғой. И жаңа кісі жылай береді дейді. Өзінен өзі көрсе болды, жылай береді дейді. Мен қайда кездестірдім оны дейді, жаңа ұстазым дәрет алып жатыр дейді, мешіттің жаңа дәрет алатын орын бар ғой. Сол жуынып жатқан кезде анау жылап тұрып дәрет алып жатыр дейді. Мен ұстазым не болып қалды деп жанына барсам, ештеңе деп, короче, айтқысы келмеген. Айта ғой, не болып қалды десем, дәрет алып болып сыртқа шығып, жаңағыдай жұма намаз басылмай тұрып айтқан ғой, мен күнә көремін деп. Сөйтсе айтады, қандай деп сұраған ғой ұстазым, сол кезде анау айтады, андай бір не сияқты, житкіш сияқты дейді анау ше, күнәнің өзі. Ана түрі өте қорқынышты дейді, короче. Бір түрлі қорқынышты дейді. Ана көрген сайын мен анау үрейленем, қорқам дейді, и содан жылағым келеді дейді. И кейбір адамдарды көрем, көп дейді, ана үстіне жабысып алған дейді да. И жаңа дәрет алып жатсам дейді, анау дәретпен сумен бірге бүйтіп ағып кетіп жатыр дейді күнә. Соған қуанып жылап жатыр ма? Соған анау в целом анау қорқынышынан жылайды екен ғой. В целом анау не көре ма, болды, адам үстіне көп көре ма, например, бірдеңке сондай қатты көре ма, болды, жылайды дейді. Содан жылаймын дейді. Көрсем болды, жылай беремін, адам үстінен көремін, жылаймын дейді, короче. Сосын ұстазым айтқан, қажылыққа бар, сол жақта дұға тілеп, типа көрмейтін болайын деп дұға тілеп сөйтсей деген. Сөйтіп анау қажылыққа барған, сөйтіп тілеп, одан кейін көрмейтіндей болып келген ғой. Мынандай оқиға болады. Бұл оқиға менің тоже басымнан өтпеген. Бұл оқиғаны өзімнің қатты жақын бір адамнан естігем. Аты жөнін айтпай қояйын, кім екен. Бірақ шын болған оқиға. Қытай мемлекетінде болған. Сол кезде мынандай болған екен да. Үшім үлкен абысын и кіші үйге жаңадан түскен келін. Кіші келінге үйдің үлкен келіні абысын болады ғой. Екеуі отыр екен. Кіші келіннің андай бар, көріпкелдік қасиеті бар екен. Құмалақ ашады, адам емдейді, сондай Қытай мемлекетінде. Ана үлкен абысында ондай ештеңе жоқ. Үйдің тірлігі сондай күнделікті тұрмыстық жағдаймен жүрген кісі. Сөйтіп жаңағы кіші келіні көп уақыт бірдеңе айтады да оларға. Көп уақыт бойы бірдеңе айтып жүреді. Мен осындай нәрсе көрем, мен осындай нәрсе мазалайды, жаңағыдай. Бұл үйді ауыстыру керек деп. Көріпкелдік қасиеті бар ғой, бұл үйде тұруға болмайды деп сөйтіп айтып жүреді. Сонымен ешкім сенбейді. Ана үлкен абысының күйеуі де сенбейді, өзінің күйеуі де сенбейді. Өзі ғана көреді. Сонымен бопты, жарайды дейді. Мен бұны сендерге доказывать етемін дейді. Бір күні уақыт өтеді, көп уақыт өтеді. Сол кезде кіші абысына келеді да, кіші келін келіп, үлкен абысына жаңағыдай, давай күйеулерімізге қалжыңдайық дейді, пранк ұстайық. Қандай дейді? Сен менің төсегіме жат, мен сенің төсегіңе жатамын. Күйеулерімізді алдайық сөйтті дейді. Тани ма екен, танымайды ма екен, көрейік деп енді. Сөйтіп не істеп жатыр ғой. Сонымен ана үлкен абысыны ойда ештеңе жоқ, аңқау кісі
давай көрейік, жақсы идея, верный ма, адал ма екен көрейік та, тексеріп алайық деген сияқты сондай оймен, короче. Жаңағыдай екеуі орын ауысады да бір кезде үлкен абысына кіші келіннің орнына жатады, кіші келін абысының орнына жатады, сөйтіп біреу жатыр, ұйықтап жатыр, түн болып кетеді, күтіп шаршап ұйықтап қалады екеуі. Түн болып кетеді, түнгі сағат 12-ден асқан уақыт, сол кезде күйеулері келеді, уже есіктің алдынан естіледі да, деп кіріп жатыр да. Сол кезде күйеуіміз келіпті ғой, қазір тексерейік деп бүйтіп жатады, ойда ештеңе жоқ. Сонымен жаңағындай үлкен келіні үйдің абысына бүйтіп көзін ашып қараса, қасында біреу тұр. Олар да, оказывается, мынандай екен. Жатар орынға шымылдық іліп тастайды, перде, прозрачный. Сол пердені біреу бүйтіп ашып алған, бүйтіп қарап тұр екен. Күйеуім ба деп ойлаған. Ана кішкелінің күйеуім ба деп ойлаған да, сонымен кеше жатсайшы деген, ана қарап тұра берген. Бүйтіп, неғып тұрсың деген, қарап тұра берген. Сонымен бүйтіп көзін ашып, бүйтіп қараса, әппақ басы тоқыр, әппақ денесі жаман арық сүйектер көрініп тұр. Үстіне әппақ мата жапқан, короче. Әппақ дегенде андай кір мата жауып тастаған, аяғында кісені бар, цеп, қолында цеп, сол бүйтіп ашып қарап тұрған ғой, шыңғырған ғой, ана жерде, деп ше. Сонымен төсектен атып тұрғанда, кімсің сен деген анау әлі қарап тұр дейді. Сонымен күйеу жүгіріп кірген комнатаға. Комнатаны ашса, анау әлі тұр, короче. Күйеу көріп тұр анан. Бергел дегенде қолына түскен затпен қолаған ғана қашқан еще, цеппен сақыр етіп үйдің ішінде қашып жүр дейді анау. Қашады, шығады, есіктің алдына шығады да, есіктің артына қарай барған кезде қора тұр дейді да, короче, мал сақтайтын, қора жаққа қарай жүгіріп баратады да, бүйтіп жер ашылады, жердің астына топыр деп кіреді да, жер бүйтіп жабылып қалады дейді ғой. Жердің астына солай батып кеткен, короче. Ананы көрген, артынан қолаған күйеуі в шоком состоянии сол жерде тұрып қалған ғой, просто не мынау деген ғой. Сонымен есін жиғанда қорыққаннан артқа бұрылып қашқан. Сол үйге барған абысына қатты ренжіген кішкентай келінге, жаңағындай, сен не үшін олай істедің? Сен әтей мен қорқыту үшін істедің ба деген сияқты. Сөйтіп столда отырғанда ұрысып отқан ғой, сол кезде айтқанда. Енді дұрыс қой деген ғой. Мен сендерге қаншама рет айттым, осындай нәрсе көремін мен, осындай нәрсе мазалайды деп айттым ба? Айттым. Сенбедіңдер ма? Сенбедіңдер. Көздерімен көрдіңдер ғой деген ғой. Сенесіңдер ма деген. Сенеміз енді деген. Үйді ауыстыру керек деген. Сонымен үйді ауыстырып кеткен, содан кейін тынышталған ғой. Сондай оқиға болған. Не деп ойлайсың, брат, бұл? Жердің астына кісенделген, әппақ матаға оралған. Қолдары, қара, қолдары мына жерден футбол киіп алған сияқты да, но ақ мата. Андай болады ғой, Шректің үстіндегі аппақ бірдеңе. Тура сондай бірдеңе дейді. Марлы сияқты. Бірақ объяснение мен ойымша шын ғой. Сол ма? По-любому. Өйткені адам, например, адам болса, даже неупокоенная душа болса да, ол уақыты келе қабірге түседі өзінің. В любом случае. А вот жындар жүре алады ары бері. Ол жындар даже қайтыс болған адамның дауысын кейпіне де ене алады даже. Сондай. Бірақ объяснение. Ол мынау самоубийство дейді ғой, суицид жасаған адамдардың жаназасы қайталана бере ма? Қалай ол сонда? Білмеймін, мен оқыған, естіген бойынша Аллах тағала сөйткен, что, например, бір адам жоғарыдан құлап өлді дейік, суицид жасады дейік, төбеден құлап. Ол қиямет күніне дейін сол азапты кеше береді. Жаны тағылайды, сөйтіп азапты кеше береді қиямет күніне дейін. Асылып қалғандар да сондай дейді. Сол ауырады ғой енді, сол азапты шеге береді қиямет күніне дейін. Сол үшін қабір азабына, қабіріне намаз оқылмайды жаңағыдай. Құран оқылмайды, то есть Құран бағышталмайды. Самоубийство жасаған адамдар просто көп тастайды болды. Құран оқыса не болады сонда? Оны білмедім, бірақ Құран бағышталмайды ондай адамдар. Бағышталмайды. Енді құрметті көрермендер, осы бізге жазылған оқиғалар сіздерге оқыдық, баяндадық, көрдіңіздер, тыңдадыңыздар. Енді подкаст осы сәттен, осы нотамен біздің подкаст тәмам. Сіздермен болған Олжас және мен Аслан. Біздің каналға тіркеліңіздер.
комментария жазыңыздар, өздеріңіздің оқиғаларыңызды комментарияға жазыңыздар, немесе менің инстаграм парақшама, Ағабектің инстаграм парақшасына жазсаңыздар болады. Біздің инстаграм парақшамызға тіркеліп кетсеңіздер де болады. Болды, осымен сол. Енді келесі подкаст күтейік. Келесі подкастта бұйырса шығады. Сау болыңыздар. Жақсы. Бітті. Алхамдулилlah.